Қайырлы күн. Мен Майра Болатбекқызы, 10 жылдық еңбек өтілім бар логопед-дефектологпын. Шыңдал түзете дамыту орталығының басшысымын. Астанада 2 орталық, Жаңаөзен қаласында 1 орталығымыз бар. Осы үлкен Шыңдал түзете дамыту орталығы жақсы результаттарды комплексті түрде көрсету арқылы өте жақсы результаттар көрсетіп келеміз. Соның бір айғағы ретінде сіздерге бүгін сенсорлық интеграция туралы толық сабақты көрсеткім келеді. Қолдан келгенше бұл сабақты мен медициналық терминнен бөлек қарапайым қазаққа түсінікті қылып, ешқандай терминология қоспауға тырысып, түсінікті тілде шайнап, өз опытымнан, оқушыларымның опытынан және келіп жатқан, осы орталыққа келіп жатқан балалардың опытынан айтып, көрсетіп, сіздерге түсіндіріп беремін. Бір видеода теория және практика болады. Алайда практикасыз бірінші теорияны бастап, сіздерге бір түсіндіргім келеді. Сенсорлық интеграция, С деп айтамыз, ол не? Сенсорлық интеграция біз тақтаға көрсетіп түсіндіріп айтамын. Яғни сенсор деген бұрындар біз түсінетіміз, сенсорны телефон деп айтайық, яғни әрбір нүктесін түртсең болды, ары қарай келесі папкасы ашылады. Оны ары қарай түртсең біреуге звондалады, немесе өшіріледі деген сияқты. Бір кішкене ғана прикосновение, даже кішкене ғана информация тиді ма сырттан, сол ары қарай уже сол телефонға, сол затқа ары қарай келесі программаны жүргізеді. Дәл сол сияқты біздің миымыз, миымызды бір мына жерде мен миды бір көк түспен, үлкен көрсетейін. Миымызды бір үлкен бір көл деп көрсетейін. Яғни, примерно үлкен бір көл деп көрсетейін. Осы көлдің ішінде мыңдаған 6 миллиард нейронмен бала туылады. Лялечка кішкентай туылған кезде 6 миллиард нейрондар туылады. Барлық бала түзу, уақытылы туылған балаларды осылай туылады. Алайда уақыт өте келе мына нейрондар бір-бірімен байланысады, синапстық байланыстар түзеді. Яғни нейрон деген кәдімгі клетка, электрически возбудимая клетка, которая сырттан информация кіреді, ол жерде қорытылады, дәл сол нейрон информация сыртқа қайтадан шығарылады, қорытып қайтадан шығарылады. Сол информация бір-бірінен байланыс түседі. Мынаған деген сияқты бір-бірімен байланысып жүре береді. Сөйтіп, нейрондық байланыстар, самые лучшие связи, это нейронные связи деген кәдімгідей кавычки сөздер бар ғой, дәл сол сияқты. Осыны біздің миымызға әртүрлі жан-жақтан енді өзендер құяды. Бір көл болу үшін Аллах тағала өзі бір көл, Байкал көлі болсын, мысалы, қандай көлдер бар, мысалға, қандай көлдер бар. Кез келген көлдерге өзінен өзі ол көл болып шықпайды. Оған міндетті түрде жан-жақтан өзендер құяды. Ол өзен, Сырдария болсын, Амудария болсын, қандай да бір өзендер келіп құяды. Ол өзендер осылай құю арқылы өзен құйды, осылай өзен құйды, осылай өзен құйды. Үстіп өзендер құю арқылы осы көл кішкентай көлшіктен үлкен түзу көл болды. Егер ол көл өзімен өзі тұра берсе, бұл көліміз бірте-бірте ауаға көтеріледі, ыстық болады, испарение болады, бірте-бірте ол кішірейіп кетер еді. Дәл сол сияқты баланың миы туылған кезде басы денесінен үлкен болады ғой, яғни салмағы, дәл сол сияқты ми бар. Енді соған әртүрлі өзендер келіп құю арқылы бала 1 айлық, 3 айлық, 7 айлық болып кәдімгідей физикалық тұрғыда өсіп жатыр. Сол өсуімен бірге балаға жан-жақтан өзендер құяды. Яғни ол өзендер қандай өзендер? Көру өзені, яғни есту өзені, дәм сезу өзені,
және көру, есту, дәм сезу, тактилка, яғни саусақтың ұшы денемен, иә, тактильді ұшы. Сосын естіді, көрді, дәм сезді, тактильный, вестибулярный деген тепе-теңдікті сезіну, проприцепциядан келеді. Проприцепция деген, проприос деген өзімдікі, менікі деген ғана білдіреді аудармада. Бұл ішкі, яғни менің денемнің ішіндегі, мен көтере алам деген сияқты, мен тарта алам деген сияқты, менің терімнің ішінде бұлшық терім бар, мен оны сезем деген сөз, яғни проприцепция деген, иә. Көру, есту, дәм сезу, тактилка, вестибулярка және тағы бір былайша 8 дене мүше болу керек, иә. Иістеу. Біздің биологияда, бұрындары мектеп кезде биологияда міне естіп отыр. Биологияда бізде 5 сезім мүшені ғана көрсететін. 5 сезім мүше: көру, иіс сезу, дәм сезу, кожамен сезіну, осы, сосын біреу, екеу, үшеу, осы 5-еуін ғана көрсететін. Алайда кейін бұл биологиядағы мектеп уровенінен көтеріліп, одан бөлек біз тағы қандай ощущенияларды ала аламыз. Қандай біз тек осы 5-еумен ғана қатып қалып, осы 5-еумен ғана біздің өзеніміз бала иіс сезбей жатса, немесе көбісі есту қабілетті, көбісі кохлеарный имплант тағатындар бар, құлағы дұрыс естімейтіндер бар, саңырау деп айтпаймыз қазір, мысалы тугоухость дейміз ғой, тугоухостьтер бар, оның степендері бар, бір құлақ естиді, бір құлақ естімейтіндер бар. Егер мына көлге толыққанды болу үшін бір өзені азақ процентпен құятын болса, кішкентай ғана процентпен құятын болса, осылайғы мына көліміздің үлкейгендігі, толыққандығы, өзіне жасына сәйкес 2, 3, 4, 5 айлық баланың миына сәйкес болар ма еді? Егер мына есту қабілеті төмен, мысалы, килар бар ғой кәдімгідей, кохлеарный импланттар бар, тугоухостьтар бар, осылардың бәрі азақпен кіреді. Осылардың өзі мына кішкене күнделікті құйып жатқан, толыққанды құйған жоқ, ол азақ болып құйылды да, миының размері сәл болса да кішірейді. Енді миының размері кішірейді деген ол да тоже кавычки сөз, яғни ол миының размері кішіреймейді. Алайда естуден кіретін күнделікті информация көзін жұмып тұрған кездегі, мысалы, сырттағы машинаның гуілі, шылдырлаған қоңыраудың дауысы, мамасының дауысы, папасының дауысы, бір-бірімен ажырату, арттан шығып жатыр ма дауыс, алдынан шығып жатыр ма, оңынан шығып жатыр ма, солдан шығып жатыр ма, любой даже қолдың өзі шытырлаған жаңбырдың дауысы, осылардың бәрі миға информация болып кірмесе, сен толыққанды, ми толыққанды дамырмеді. Дамитын беді? Жоқ. Дәл сол сияқты осы көлімізге біз қандай болса да бір процентін бермей тұрмыз. Дәл сол сияқты осы 5 сезім мүшесі биология тұрғысындағы 5 сезім мүшесі. Енді сенсорлық интеграцияда біз одан бөлек Уильям және Шелленбергтің пирамида обучениесін қараймыз. Бала бізге көбінесе дұрыс сөйлемейді деп келеді. Логопед дефектолог ретінде маған балам дұрыс сөйлемейді, сөйлемді құрай алмайды, ойын дұрыс жеткізе алмайды деп келеді. Алайда мен ол баланың сөйлеуімен емес, сөйлеу осы мына ең таудың шыңына жетер кездегі нәрсе, яғни сөйлеу біздің сөйлеуіміз ең высший, ең жоғарғы психикалық функциямыз. Ал төмендегі психикалық функциямыз қозғалысты жоспарлау, қайда бара жатырмыз? Назарын жоғарыландыру, яғни бір нәрсемен бір ойынды ашты ма, до конца солды ойнап бітіру. Денені бақылау, координация, рука-глаз деген бар. Прям осы ең керекті нәрсеміз біздің
барлық балалардың дамуына мына денені бақылау, координация, рука глаз. Мысалға доп келе жатыр, сен қағып алу үшін көзің болмаса қолың бар, қағып аласың, бірақ көзің қай жерде келе жатқанын біліп тұру керек қой, иә? Немесе бір-біріңе лақтырып жатсың, болмаса кәдімгі пинг-понгпен ұру үшін, иә? Пинг-понгпен естисің, келе жатқан жерін естисің да, бірақ ұра алмайсың, қайсысын ұрып жатқанын білмейсің. Дәл сол сияқты рука глаз координация болмаса, осының барлығы психикалық функцияларда осылардың барлық психикалық функцияның фундаменті болып саналады. Фундамент. Ал психикалық функциялардың алдында мына сенсорлық қабылдаулар түгел болу керек. Психикалық функцияларға осы 4 функция жатады. Жаттап алыңыздар. Ең бірінші баланың зейіні, яғни зейіні шоғырланған ба. Бір ойынды ашамыз, тастап кетеміз. Анаған барамыз, тастап кетеміз. Бір ойыншықты аламыз, екінші ойыншыққа көшіп кетеміз. Зейін баланың шоғырланбаған. Бұл психикалық функция. Екінші, есте сақтау. Есте сақтау да бөлінеді, көру арқылы есте сақтау, жанасу арқылы есте сақтау, есту арқылы есте сақтау деген сияқты. Просто есте сақтау. Есте сақтау, сен мысалы тақпақ айтып жатырсың, бірақ ешқандай тақпақты жаттай алмайды. Бала садикке барып жатса да, баратын бала садикке болса да, тақпағын жаттай алмайды. Есте сақтау қабілеті төмен. Келесі, баланың ойлауы. Мысалға, логикалық, абстрактылы деген, мысалы, баладан сұрайсың, қай этажда тұрасың? Немесе, үйде кім бар? Простой, абстрактный сұрақ. Сол сұраққа жауап бере алмай ма бала? Мысалға, сен оң аяғында неше саусақ бар? Ал мектеп жасына дейінгі балаларда, мысалға 5-6 жастағы балалардан мен сұрайын, 3 пен 5-ің ортасындағы цифра қандай? 3 пен 5-ің ортасын ойлай, ол бірінші 3-ті ойлау керек, 5-ті ойлау керек, ортасындағы санды ойлау керек, уже балада абстрактылы ойлау, логикалық ойлау бар ма, жоқ па, уже содан біле аламыз. Осы төртеуі бізде, төртіншісі қиял, воображение. Төртіншісі қиялдың орны өте-өте ерекше, яғни сен балаға бір оқиғаны айтып беріп жатсың. Енді ертегіні айтпай қояйық, мен магазиннен келе жатқан кезде пакетім деген толы ауыр еді, пакетім жыртылып кетті, ол шашылып кетті, алмаларым шашылып кетті деген кезде, ана бала түсініп жатыр ма, саған сочувствие жасап жатыр ма деген сияқты, ол сені түсіну керек. Ол сенің айтқаныңды воображать ету керек. Қиял деген сол. Осы төртеуі психикалық функцияға жатады. Ал психикалық функция осы төртеуі түгел болу үшін мына сенсорлық қабылдау, сырттан алдын ала сенсорлық қабылдау 2, 3, 5, бір айынан бастап мыналардың барлығы дами бастайды. Ал уже психикалық функциялар осының үстінде ғана дамиды. Ал ең жоғары психикалық функция ол біздің сөйлеуіміз. Енді қайтадан келеміз, бала бізге сөйлемейді деп келді. Мына балам сөйлемейді деп ертіп келеді. Апай, мына балам сөйлемейді, дұрыс сөйлемейді, өз ойын айта алмайды деп келеміз, қараймыз, бала секіре алмайды. Бала допты, мысалға допты, қандай доп бар? Примерно, допты лақтырып қағып ала алмайды. Примерно дәу болып тұр енді. Бүйтіп қағып ала алмайды. Примерно қағып ала алмайды. Немесе просто лайк-окейді екі балалар бар, которые мысалға мынаны жасау үшін, осы қоян жасау үшін бүйтіп әкеледі, мынаны қысады, сосын итереді, сосын салады, сосын тағы итереді. Осы просто қоянды жасау үшін біз миымызбен, менің оң жақ полушарием сол жақ денеме толық жауап береді. И керісінше, сол жақ денем менің оң жақ полушариеме жауап береді. Яғни мені қоян жасау үшін сол қолымен оң жақ миым жұмыс жасап тұрғанын белгісі. Енді, мына жақта түлкі жасау үшін екі саусақты кіргізеді, бүйтіп, деп анашты синкинезия кетіп жатыр, еще тілімен деп көмектесіп жатыр, есептеңіз. Енді осы кезде екі қолын екі түрлі жасап тұрған кезде біз мозолистый телоға жауап береміз. Яғни мозолистый тело деген не? Мына жердегі мозолистый тело деген екі жақ миымыз, правое полушарие, левое полушарие. А мозолистый тело дегеніміз дәл осының екі ортасында бір кішкентай ғана сызық болады.
сызық дегенде кішкентай деп айтпай ақ қояйық, алайда ақшыл келген дене екі ортасын бөліп тұратын кішкентай ғана ол сүйелді дене, сүйелді мозолистый тело дейді. Енді сүйел дегенде біздің сүйелдеріміз бар ғой денеміздегі, дәл сол сияқты екі ортадағы өтетін. Дәл осы екі ортаға бірдей нейрондар жіберіп тұрады, сол бірдей жібереді. Мына сол кезде екі қолды екі түрлі жасаған кезде дәл екі ортадағы мозолистый телоға ғана біз әсер етеміз. Мозолистый тело екеуіне бірдей әсер етеді. Қараңыздар, енді бала сөйлемейді деп келді, жаңағыда секіре алмады, допты қағып ала алмады деп тұрмыз, иә. Енді мен ата-анаға жоқ, мен давайте сіздерді сенсорный интеграцияға, АФК-ға жіберейік, сосын барып сабақтан шыққаннан кейін логопед-дефектологқа келсін деп айтамыз. Сол кезде ғана бізде толыққанды көмек болып саналады деп айтамыз. Енді сенсорлық интеграцияның ең төменгі базалық бұзылысы міне терімен сезіну, тепе-теңдікті сезіну, бұлшық еттерді сезіну. Осы үш сезіну деген бұзылған кезде, вот сол кезде бізге сенсорлық интеграция сабағы қажет болады. Қараңыздар, осы сенсор, мынаның барлығы сенсор, сырттан кірді, естіді, көрген, не көрдік, я любой нәрсені, мысалы, аттракцион көрдік, примерно, аттракцион көрді, кірді информацияға. Бұл әрбір кірген информация, ол пища. Яғни, жеп жатқан тамақ сияқты ғой. Көрді, ол нейрондарға тамақ болып саналды. Естіді, мына бір нейронға тамақ болып саналды. Дәм сезді, ол да нейронға тамақ болып саналды. На самом деле, пища для нейронов ол сырттан келіп жатқан көптеген информациялар. Информация дегенде де, опять же, в кавычке. Енді баламыз сенсорлық бұзылыстар туралы айтатын болсақ, яғни міне осы былайынша тұра берсін, иә, сіздер үшін мен сенсорлық қабылдаудың бұзылыстар туралы айтып берейін, иә. Бұзылыстар, мына жерде үлкен салып жүретін, енді осының бәрін мен бірінші өшіріп тастайын. Енді қараңыздар, сенсорлық бұзылыстардың барлығы егер нормада болса, мен опять же сіздерге интеграция салайын. Біз математикада бұрындар өтетін едік, иә, осылай математикада өтетін едік. Координат өсі деп, ось О болып тұрады, 0 болып тұрады. Біз норма ретінде егер дамып жатсақ бала, 7-8 айлық 1 жастағы бала нормада дамыса, ешқандай пробка жоқ деген сөз. Қалада, примерно үлкен бір даңғылда пробка тұр. Пробка деген, көп машиналардың бірінен соң бірі тұрғаны, иә. Енді ол пробканы қанша жерден тезірек жіберем десеңізде, артынан тағы машина келіп жатады, артынан тағы машина келіп жатады. Бәрібір басқа жүретін жол жоқ. Сол үшін сол үстіне пробканы қанша жерден сен өткізем десеңде, үстіне пробканы жүргізе береміз, иә. Енді осы 0-мен жүрген кезде ешқандай пробка жоқ, бәрі күшті деген сөз. Енді қараңыздар, бізде теріден алатын тактилка, вестибулярка, пропрецепция, зрительный көру. Дұрыс өшірілмей қалды. Өшірілген. Көру, есту, дәм, иіс. Тағы біреу бар, интерцепция деген, нутром чувствую деп айтады ғой, мысалы, ішпен сеземін, седьмое чувство деп айтады ғой, ол аз, әрине, бірақ ол да бар, интерцепция деген бар. Пропрецепция деген ол сырттағы буын бұлшық етін өзім сезінем, ал интерцепция деген іште сезінем. Осы ең, яғни бала дамып жатқан кезде мына тактилкасы гипер болуы мүмкін или гипо болуы мүмкін. Плюс деген гипер сезімталдық, өте қатты сезімтал, өте. Енді прям даже тиіп кетсең, вай-бай деп қорқады, бетіне сүйсе, ой-ой деп сүртіп тастайды. Мына киімді кием, ана киімді кимейін дейді. Тырнақ алайын деп жатқан кезде ұлы айқай,
ұлы айқайды болғандығы соншалықты мамасы папасы теріліп ана бір тырнақ алу үшін кәдімгі войнамен бірақ алынады. Шашты алу ол проблема, шашты душпен жуу ол проблема. Сол кезде қайдан білеміз не болып жатыр балаға екенін. Яғни балада тактилді деген жаңағы терімен сезінуі өте сезімтал деген сөз. Оны осылай келтіреміз, мысалға бүйтіп келе жатырмыз, осылай келтіреміз. Яғни балада тактилді гиперсезімтал. Мына жерде гипер, жазып қояйық. Гипер, гипо. Гипер деген всегда, любой кездерде гипер деген өте көп деген, гипертиреоз деген бар, гипертония деген давлениесі үшін көп деген, гипертонус деген бар, любой жерде гипер деген өте көп деген сөз. Ал гипо деген жоқ, вообще аз, или вообще нөл, или нөлдің қасы деген сөз. Гипо деген аз, жоқ деген сөз. Яғни тактилка, гипер деген, бұны қалай енді білеміз? Тактильный гиперчувствительность кезде алдын ала мамасынан сұраймыз, киім таңдай ма, тырнақты қалай аламыз, қалай ұйықтайды, бала шашын қалай аламыз, душқа басына енді шомылғанда кәдімгі ваннада шомылады, алайда душқа басына әсіресе тигізген кезде деп шыңғырып, стенаға шығып бала дегенше баламен шомылдыру невозможно болады. Просто так қолға перчатка соны қалай кигізеді. Енді сіздерге мен осы мына кабинеттің барлығы сенсорлық интеграция кабинеті. Ата-анаға келген кезде менің бәрін перечислять етіп отырмас үшін менде жазылып тұрған стенада қағаздардың чек-листім бар. Сол чек-листті көрсетемін. Яғни міне қараймыз. Гипер, гипо. Проприцепция гипер, гипо. Зрительный гипер, гипо. Слуховой гипер, гипо. И вестибулярный гипер, гипо дейміз. Енді мамасы өзі келіп қарайды, ішінен біреу сәйкес келуі мүмкін. Не любит, когда что-то липкое на руках, пластилин, грязь, краска деген кезде бір нәрсе қолына лишний нәрсе тисе, ойбай, жу деп жуғысы кеп тұрады бала деген. Ана қолы кір бір нәрсе алдына да су тамып кетсе, тамақ тамып кетсе де шеш деп ана балада өзі-ақ шешіп тастайды, или мамасына шыңғырып тұрып шешкіздіреді ана киімді. Бұл киімге алдына киімге тамған тамақ немесе әртүрлі нәрсе тамып кетуі мүмкін. Ал мамасы оны ойлайды, менің балам чистюля, менің балам өте перфекционист, тағы бірден кейін ойбай ол деген таптаза болып жүреді, қолын ауық жуа береді деп сөйтіп ойлайды. А на самом деле бұл сенсорлық нарушение. Бала норма қабылдайтын бала бір-екі тамды оған сәл деген кеуіп кетеді деп енді қатты тамақ төгіліп кетпесе, сәл ғана тамған болса, ничего страшного, сәл деген кеуіп кетеді деп түсіндірсек, ол түсінеді да ары қарай оны ешқандай нарушение санамайды. Ал көп гиперчувствительный балалардың көбісі сөйлемейді ғой, кейбір балалар тіпті түсінігі де жоқ. Сосын кейбір текстура, мысалға мынандай хыбы жақсы көреді, кейбірлер жыбырлаған синтетика жақсы көрмеуі мүмкін, кейбірлер беті пушистый, жұмсақ плеттер сияқты материал жақсы көреді да, қатты пальто сияқты бұрынғы материалдар драп деген сияқты ондайлар жақсы көрмеуі мүмкін. Одан кейін шапка, перчатка, шапка деген киген кезде басын ауыртады. Менде бір бала болды, Рамазан деген бала, ол қақаған қыстың күні, біздің Астананың қысын білесіздер, қыстың күні қандай салқын болып тұрса, никогда ол перчатка кимейді қолына. Мамасы деген бір емес екі перчатка қолына киіп алады. Ал баласы деген қалың киінеді, шарфик тағады, аяғына екі қабат шалбар бәрін киіп алады да, комбинезон киіп алады да, бір қолына бір перчатка кимейді. Мен сол кезде барып, неге кимейді екен деп, мен ол кезде, осыдан 2 жыл бұрын сенсорлық нарушение туралы білмейтін тұғым. Мамасы айтады, осы бала перчатка кимейді қандай болса да деген. Ол кезде бізде енді орталығы жоқ тұғым, менде кабинет тұғын, сол сияқты. Не любит мочить, подстригать волосы, шашты алдырмаймыз, тырнақты алдырмаймыз. Алдырсақ та, ұйықтап жатқан кезде, мультик көріп жатқан кезде, ұлай хаймен алдырамыз.
сосын ұзақ шайнайтын нәрсені жемейміз, өйткені деп аузыңды ауыртып тұрып шайнап әбден ана жағыңды ауырту керек, ол деген теріні созуың керек деп. Дәл сол сияқты ұзақ нәрсе көбінесе ол не болып саналады? Ол етті жемеу көп болып саналады. Сосын кейбіреулер құшақтағанды жақсы көреді, кейбіреулер құшақтаған мүлдем жақсы көрмейді. Сосын қыдықтаған жақсы көрмейді. Сосын өз қолын уход за собой пайдаланбайды. Или мамасы папасына үйретіп қалған, мамасы ойлайды жұрттар деген. Ол мамасы оны әбден гиперопека жасап тастаған, тағы не. Енді носится с ним деп ойлайды. На самом деле бала өз-өзіне қызметті жасағысы келмейді. Көрдіңіз, я? Енді дәл осының, енді бізде балада гиперді де бар, гипосы да болуы мүмкін. Бір балада мынау да болуы мүмкін. Бір жаман жері қатып қалған гипермен өтіп кетеді деген болмайды. Или бывает гипер бар, или бывает только гипосы бар. Гипо деген балаларда особенно мен келеді бір бала, мысалға, я примерно 2 тактильный мячиктарым бар. Тактильный мячикті аламында білу үшін біздің арқамыз ең чувствительное место. Мысалға, сүйген кезде де, любое прикосновение біз арқамен сезіп қоямыз. Массажбен қалаған кезде де бәрін сезіп қоямыз. Яғни бір ежик домалақ аламында баланың арқасына салып жіберемін. Бірақ не істеймін? Белдігін ішіне саламын, чтобы анау ары қарай домалақ қалып кетпес үшін. Салдым, кофтасын ішіне беліне салдым, жүрек. Бір кездегі бала, біздің осы орталыққа келген бала болды. Бір күн айтады мамасы, біз сіздің арқамызға салып берген домалақпен үйге кетіп қаппыз дейді. Алып келсек, енді ертесіне десек, ол тіпті даже артында тұрғанын сезбейді. Өзі құлап қалады, любой жерге құлап қалады, әр жеріне құлайды, өте қатты ауырған кезде ғана болмаса жылайтыны. Ал басқа кезде ол жыламайды да. Ұрып алды, мамасы, ойбай басын ұрып алды, деп артына жүгіріп барады, бала тұрады да кете береді, даже не обтряхается вот так. Понимаете? Ол гипо сезімталды. Сосын біреуді құшақтайтын болса, например, мысалы, қатты құшақтайтын, мысалы, өзі қатты жақсы көреді. Осыны біз ата-аналарға қайтадан көрсетеміз. Міне чек-листі, осыны көрсете беріңіз. Міне осы чек-листі міндетті түрде осы чек-лист арқылы көрсетеміз. Бьется головой, кусает сам себя, щиплет кожу. Яғни келеді да, бала просто так стена ұрылуы мүмкін. Бүйтіп, өз аяғын ұрап, тебет, болмаса бүйтіп тебеуі мүмкін, басын ұруы мүмкін, басыны. Мамасы айтады, ана басын ұрып, басы ауырмай ма не дейді. Ауырмайды, ол даже тіпті ол ауру сезімі жоқ. Яғни тактилді, сыртқы тактилді сезімталдылығы 0. Сол үшін бала жыламайды да, өз-өзінің ұратыны, өз-өзін біреуді де өз-өзін естіп шымшылайды. Или біреуді барып шымшылайды. Бұл ешқандай мінезі, тағы қандай енді, бұның еркелігі, тағы бір нәрсе деуге болмайды. Бұл да СИ, яғни сенсорлық информацияның, сенсорлық интеграцияның бұзылысына жатады. Бұл НОСИ деп айтамыз, яғни бұлардың барлығы, егер гипер или гипо болса, осылардың барлығы түзу болмаса, гипер или гипо болса, бұны біз НОСИ деп айтамыз. НОСИдің енді көбінесе біз орысша сөздермен айтып жасауға, қазақшада басқаша болып тұрады. Нарушение обработки, яғни қорыту, сенсорный интеграция, информация десек те болады. Яғни мидың ішінде, жаңағы мидың ішінде сенсорлық сырттан келетін информацияны қорыту мүмкіндігі, немесе қорытуы өте аз деген сөз. Түсініңіздер ғой, осы енді носи, опять же, мына чек-листке келеміз. Енді осы чек-листке көп отырамыз. Любит мягкие, липкие материалы. Песок, мягкие игрушки. Бала неге барған кезде, двордағы
бірінші ойнайтын ойыны бар, песокқа барып отыра береді. Песокта ол 1 сағат, кейде жарты сағат, кейде сағаттап отыра береді. Ана песокпен ойнайды, ананы салады, мынаны жасайды, кәдімгідей отыра береді. Или анау жаңа қазіргі фиджеттер бар, фиджет деген сөздің өзі осы аутизмі бар балалардың көбейгендігінің салдарынан шыққан материалдар. Ол да маркетингке оқыды. Фиджет деген ол не? Ол біздің басатын попиттар. Фиджет деген не? Ол біздің кішкентай ашып салу деген сияқты. Ана бет қысқан кезде мына жерінен домалақ шығады ғой. Я, оны антистресс деп біз өзіміз келтіріп алғанбыз. Шындығында оның барлығы біздің сынсырлық қабылдауымыздың, балалардың сынсырлық қабылдауының бұзылыстарынан шыққан нәрселер. Сол балалар фиджетті жақсы көреді. Одан кейін каврис ворсом щетки дейді. Бізде кіреберісте, шыңдалдың орталығының кіреберісінде мынандай жасыл шөп сияқты тұрады. Сол шөптің кішкентай футбольный поле сияқты ғой. Кретта бала кейбір сенсорлық қабылдауындағы төмен, тактилді төмен баланы сразу білеміз. Кретта аяқ киім шешеді, ана коверді бүйтіп қолмен ұстап, әр нәрсесін қарап отырады. Яғни бұл не деген сөз? Ол сол информацияны хочет, ол информацияны алғысы келіп тұр. Біздің организміміз өте слаженно жұмыс жасайтын организм ғой. Яғни, қараңыз, мысалы, балада анемия болып тұр. Қанның ішіндегі қызыл түйіршіктер аз болып тұр. Бала анемичный болып тұр, миға кислород жетпей тұр. Бірақ ол алады, стена жейді ғой. Қаяқтан біледі ол стенаның ішінде ар жағындағы жаңағыда цементте басқа нәрсе бір нәрсе жейтін бар екен, соны жегісі келіп тұрады. Сол сияқты, мысалға, бір нәрсе жегін келіп тұрған кезде организм, мысалы, токсикоз әйелдер не үшін, ол токсикоз не үшін болады? Значит, сол денесіне бір какой-то элементтердің, микроорганизмдердің, микроэлементтердің жетіспеушілігінен ол болмайтын нәрсені бір болмайтын жақтардан іздейді. Дәл сол сияқты. Ары келесіңіз, любит касание, поцелуй, щекотки. Вот ол жақсы көреді, ол құшақтағанды жақсы көреді. Құшақтағанда қатты құшақтайды. Қыдыртағанды жақсы көреді, лақтырғанды жақсы көреді, оны. Сосын щеткаларды жақсы көреді, любой нәрсені ұстап жасайды. Енді келесі не реагирует, ему нравится, его растирает. Оны біз ұқалаймыз ғой, осылардың барлығы. Жесткой мочалкой руками по коже дейді, не реагирует. Яғни, оны қаттырақ массаж мочалкамен жуған кезде бәрібір отыра береді. Ол қаттырақ ауырып кетсе де бәрібір отыра береді. Енді осы тактилка туралы ғана айтып тұрмын ғой бұл жерде, гипер немесе гипо болған кезде, тактильный ощущение гипер-гипо болған кезде біз бұны медициналық тілде мынау гиперді, яғни плюс болып тұрғанды защита деп келтіреміз. Мынаны поиск деп келтіреміз. Бұл не деген сөз? Любой, бағана наштен мидың суреті болды ғой, наштен тактилка кірді, наштен тактилка кірді. Любой информация кірді, ол жаңа, любой информация деген, ол примерно қандай информация? Маған бір информация кірді. Примерно мынау мен денеме тиді. Міне, денеме тиді деген сөз. Осы тиіп жатқан денем, осы тиіп жатқан информация тактилді, денеме тиді, уқаланды, осы бізге защита болып келеді, немесе поиск болып келеді. Егер балада носи болса, защита деген, жоқ, не хочу, я вот такое не люблю, не надо мне деген сияқты жылап, шыңғырып, әртүрлі нәрселер жасап, шыңғырып. Мысалы, осылай жасаған кезде, ойбай, жоқ, не надо деп защита жасап шығады. Примерно, вот это и называется сенсорная защита. Бұл жерде тактильный защита жасады. Жоқ, не хочу, мне не нравится деп айтады. Ана жерде поиск, сенсорный поиск. Да, давай, жаса, маған жақсы көреді, ойбай, рахаттанам деген вот это поиск, он хочет вот этого. Видите, мына жерде бізде тактильный защита и поиск. Енді осыны мен защита и поиск, гипер-гипо келтіріп, плюс-минус келтіріп, нам бәрін көрсеттім. Енді осыны сіздерге мен
ауыз екі тілде түсіндіріп көрсетейін, иә. Примерно на тактилкаңыз, особенно тактилканы қалай келтірейін, иә. Примерно менің денеңіз, сіз бір Турцияға ма, Египетке ма, Алакөлге ма бір жайға бардыңыз. Шомылып, тұзды суға шомылып жүрдіңіз, иә, рахаттанып шомылдыңыз да. Бір кезде қарасаңыз, екі арқаңыз деген қып-қызыл болып кеткен ғой, атауы денеңіздің бәрі қып-қызыл болып кеткен. Кешке жақын қарасаңыз, балдыр суланып кеткен, атауы уже күнге күйіп кеткен. Ол не деп айтамыз? Солнечный ожог, примерно, иә, ожог алдыңыз, иә. Енді осы ожог алған кезде сіз анау лифчиктің өзін ойбай тиіспе жай ки, жай ашшы, жай шешші деген сияқты ше. Мынау защитамен тұрасыз ғой. Иә? Защитамен тұрдыңыз. Дәл сол сияқты любой киімді киген кезде де, шешкен кезде де, ішіндегі любой нәрсені, даже при движении, даже анау жұмыс жасап бара жатқан кезде, или бір нәрсе салу керек болса, арқаңа жаңағы киім тиеді ғой. Вот сол кезде сіз защита жасадыңыз. Мына защитаңыз сізге ол гипер болып сезінеді. Дәл сол сияқты ойлауыңыз керек. Балада егер тактилді гиперчувствительность болса, значит, оның баланың арқасы күнге күйген сияқты болып сезінеді ол бала. Мен бұл сенсорлық интеграцияны мына Джин Эйрстің, яғни Америкадан шыққан көріп, ғалымдар, мықты көп нарушениялар Америкадан шыққан ғой. Өйткені Америкаға сол атам заман 60-шы жылдардың өзінде уже ГМО заттар қолдана бастаған ғой. Содан кейін көп бала аутистер, сенсорлық бұзылысы бар балалар көп болғаннан кейін Джин Эйрс деген мына әйел баланы зерттеп келе, мен осы баланың ішіне кірсем ғой. Ана бала не ощущает, ол қалай, ана бала қалай ана өмірді көріп отыр. Ана бала ұстаған кезде не сезінер еді деген ойы миына қалыптасады да, дәл осы кітапты ойлап шығарады. Яғни баланың сенсорлық қабылдауы әрбір информациясы, әрбір точкасы, любой кез келген ауа болсын, бұрқасын, жаңбыр болсын, қатты жел болсын, жердің астында землетрясение болсын, кетіп бара жатқан жол болсын, су болсын, бәрі бізге жан-жақтан келіп жатқан 1045 информация. Осы кітапта өте жақсы айтылған. Джин Эйрс балаларды зерттей келе, мына НОС, яғни сенсорлық нарушениесі бар балалар қандай, как они себя ощущают көрсетеді. Енді дәл осындай, енді гипоны көрсетейік, иә, мынау гипер күйіп қалғандығын мына гиперге келтірсек, иә. Енді гипоны қалай келтірсек болады? Гипоны тактилді, иә, гипоны как будто сіз тіс жууға бардыңыз. Тісті жұлдыру немесе емдеуге бардыңыз, сізге алады да стоматолог, укол салады, иә, временно ауыртпайтын укол салады. Укол салған кезде сіз біліп тұрсыз, бірден келе жасайды, ковыряется, стоматолог сидит, бірден келерін жасап жатыр, жұмыс жасап жатыр, алайда сізге ауырмайды. Ұстасаңыз көрінеді, ірі сияқты болып тұрған сияқты, денең деген ауыр сияқты көрінді, бірақ сіз сезбейсіз. Дәл сол сияқты мне, когда гипо болған кезде, тістердің укол салған сияқты болып елестетсеңізші. Түсініңіз ғой, иә? Сезбейді. Осы балалар, енді тактилді, осы балалар, они и неуклюжи бывает. Неуклюжи деген, ол біздің қазақша тілге аударғанда епсіз дейді, ал логопедия, дефектология өзіміздің жұмысымызда ол диспраксия дейді. Праксис деген ол қозғалысымыз біздің. Қозғалыс, иә, ол қозғалыс бөлінеді. Ірі моториканың қозғалысы, ұсақ моториканың қозғалысы, иә, буын бұлшықеттердің қозғалысы, иә, мойынның қозғалысы деген сияқты, оның барлығы бөлінеді. Яғни диспраксия. Праксис деген ол қозғалыс, дис деген ол бұзылыс. Диспраксия. Яғни сіздің укол салған сияқты шайнай алмайсыз ғой. Дәл сол сияқты тактильный, гиперчувствительный бала жұмысында да бір нәрсе алып салған кезде де епсіз деген сөз. Түсініңіз ғой, епсіз бала сол, мысалы, секіре алмайтындығы да содан, бір аяқпен ұзақ тұра алмайтындығы да содан, бір аяқпен бетіп көтеріп
көз жым десең құлап кететіндігі де содан. Екі аяқпен алдыға бүйтіп секіре алмайтындығы да сондықтан. Ауына десең де или қисыға аунап кетеді, или дұрыс аунай алмайтындығы да сондықтан. Все. Келесі ары қарай жабамыз. Вестибулярный. Вестибулярлық аппарат деген ол біздің ішкі құлағымыз ішінде, яғни менің мысалы бүйтіп жүрген кезде бүйтіп шайқалмай жүрудің бір, мысалы мас адамдар неге шайқалып жүреді? Ол кезде миға нейрондарды ойытып ұйықтатып тастайды да. Сол кезде мас адам координациясы төмен түсіп кетеді да, естіп жүреді. Сонымен қатар құлағы дұрыс ести алмайтын балаларда да координация дұрыс болмайды. Сонымен қатар вестибулярлық аппараты морской болезни бар адамдар болады. Как раз вестибулярлық нарушениесі бар адамдарда да морской болезнь болады. Яғни ол не деген? Самолетқа, пароходқа, бүйтіп по воздушному судну жүретін жерлерде олар қысқысы келеді. Яғни ми ішінен қысым жасайды да. Қысым уже бізде ми ол асқазанмен, ішек құрылыспен бірдей, бір-біріне кәдімгідей прямой связь бар ғой бір-бірімен, уже ананы қысқысы келдіретіні сондықтан. Енді вестибулярлық аппараттың да гипер или гипосы болады. Бағана айттық, мына плюс екеуі де болуы мүмкін. 50/50 болуы мүмкін. Или гипер болуы мүмкін, или гипосы болуы мүмкін. Бұл да дәл сондай. Яғни вестибулярный нарушение или гипер болады, или гипо болады. Бірақ ол бала индивидуальный бір кәдімгідей бір индивид қой, бір тұлға, Ода мынандай да болуы мүмкін. Біреуінікі мынау, мынандай болуы мүмкін. Әркімдікі әртүрлі. Қатып қалған закон жоқ. 1045 адам ба, 1045 түрлі нарушение болуы мүмкін. Сол үшін примерно енді гипоны келтірейік, Бала вестибулярный, гиперчувствительный, вестибулярный, гиперчувствительный, Бұны біз қайдан білеміз? Опять же, оның өзінің чек-листі бар. Чек-листерін, оны мен қалай келтірем, Мысалға, давайте мен осы чек-листті көрсетейін. Чек-листте вестибулярка, міне вестибулярка. Вестибулярный гиперчувствительный да не істейді, боится стать на ступеньке эскалатора. Эскалаторға осыны қалай келтіруге болады? Примерно каждый раз кішкентай кезінен бастап баланы папалары лақтырады, көбінесе енді папалары дейді, оп деп лақтырған кезде деп қатты шыңғырады. Немесе сонымен бірге баланы көтеріп, еще эскалатор немесе лифтке мінген кезде ол балада тихий ужас болады. Енді осыны қалай қылып келтіруге болады? Как будто бір үлкен обрыв болады ғой, сіз көпшілік барлығымыз келдік та, таудың ең последний шетіне келдік та, ары қарай құлап кетуің мүмкін. Шетінде тұрсыз, бірақ енді былай құласаң, денеңмен құлап кетесің. Ана бала дата қалай оны сезеді. Как будто ол сол таудың бір обрывының шетінде ғана тұрған сияқты сезінеді өз-өзін. Экскаватор кетіп бара жатады, бірақ сол бітіп дірілдеп, қалтырап, тері ағып, экскаватор бітем дегенге шейін әбден өз-өзі алқымы алынып, как будто біреу артасын итеріп жіберетін сияқты, құлап кететін сияқты қылып, деп әйтеуір үстіне жетеді. Ал көбісі тіпті оған мінбейді. Мінбейді тіпті. Ары қарай келесі боится кататься на качелях, горках. Горкаға мінбейді, качеляға мінбейді, качеляға мінсе, бір-екі рет мінеді түседі, качеляның қасына да бармайды, не то что. Горкаға мінбейді да, деп мінетін нәрселер көрсе, бітті ана бала деген шыңғырыс болады. Сосын не любит, когда его кружат на руках. Айналдырады ғой көбінесе, белінен ұстайды, басқа айналдырған кезде де жақсы көрмейді. Одан кейін автомобиль, трамвай, поезд жүргісі келмейді. Олар жүрген кезде укачивает, каждый раз құсат, каждый раз жаңағы пакетімен, құсатымен жүреді. Сосын нестабильный поверхность деген, бізде мысалы әртүрлі нестабильный поверхность қоямыз ғой, бұл сенсорлық интеграция кабинетінде домалақ қоямыз, сосын кейде маты қоямыз, кейде әртүрлі нестабильный поверхностьпен жүріп,
сен алып әртүрлі нәрсені салып салуың керек болады. Мінесің, одан бөлек жаңағыдай баланс борттарды қоямыз. Осы баланс борттың барлығы нестабильный ғой, балаға аяғы түзу жерде тұрған болып саналмайды, как будто ол парит етіп жүрген сияқты болып саналады. Вот это и вестибулярный гиперчувствительность. Яғни гиперчувствительность болған кезде бала ондайда баруға қашады ғой. Қашқанды не деп айтамыз? Опять же, сенсорная защита, сенсорный вестибулярный защита шықты. Бұның барлығы, опять же, математикаға келіп тұрмыз, Вестибулярный защита жасаған кезде сен бармауға тырысасың, лишний расанда жаңаға көтерілмеуге тырысасың, горкаға мінбеуге тырысасың, качеляның қасына бардың да қарадың да кеттің, оған да мінбеуге тырысады, Но оның барлығы шындығында бала одан информация алу керек, жаңа вестибулярка нәрсе келіп қойдық па, нәрсені, ол сол информация оған керек, бірақ оған защита болғаннан кейін оған бармайды. Дәл осындай енді вестибулярный гипочувствительность бар. Гипочувствительностьті да біз балаларға көрсетеміз. Енді қараңыз, гипочувствительный кезде дәл осының енді керісіншесі. Көп кездесетін, міне, вестибулярный гипочувствительность өте көп кездеседі. Балам бір орында отырмайды, ана горкаға есін ана шықты ма бітті, горкадан түспейді, качелядан түспейді, качеля емес карусельге отыра береді. Бір күні бізге ата-ана келді. Ол баласы бірінші класс оқиды. Бірінші класс, представляете? Бірінші класс оқиды, и бала айтады: мамасы, ана айналатын карусельге отырғандағы соншалықты қатты айналдырады. Ананы көріп құсқым келеді ғой мен дейді. Ана бала рахаттанады. Кайфует прям. Сонда не істеп тұр? Бала сенсорный поиск жасап отыр. Бала ананы айналдырғаннан поиск жасап отқандар соншалықты прям кайфует от этого. Вот этот и іздейді сол. И каждый раз бара береді. Кім? Анау қазақта бар ма? Тойған жерге 9 кел деген сияқты. Дәл сол жерден, ол жерден он же удовольствие получил, и соған бара береді. Сол карусельге. Ары қарай катается на каруселях часами, любит автобусы, трамваи, поезда, машины, түспейді машинадан, кәдімгідей, в общем түспейді. Любит кружиться, бір орында отырмайды, айналады. Бір әшейін бір нәрсе тапсырма бересің ба, кішкене жұмыс жасайды, жүреді, просто бір орында да айналады. Өзімен өзі айналады, болмаса бару келу зат вперед жүреді. Просто если даже травмаса, это что означает? Яғни вестибулярдық аппараты мидың сол зоналары дағы нейрондар, они хаотично работают. Оларда пробка болып тұрған соншалықты ішіндегі машиналар битіп, оны ортасынан өтіп кетеді ғой, дәл сол хаотично тұра алмай тұр. Кәдімгідей өте қиын жұмыс жасап жатқаннан кейін ішіндегі нейрондар бір-біріне келіп, они должны связи вот так келді, мынау нейрон мен мынау нейрон аяқтарын созды, бір-бірімен контакт етті, әбден контакт еткеннен оны үйреніп алды. Примерно түймені тақтым, біріншісінде өйтіп струдан тақтым, келесі жолы жайлап тақтым, үшінші жолы көзім жұмып тұрып тағалам ғой. Дәл сол сияқты біріншіге сол екі нейрон, түйме тағу нейроны, примерно, тағып көрді, уже контакт болды, екіншісінде уже кішкене қатты болды, одан кейін уже все, на всю жизнь мен уже түйме тағалам. Уже олар, вот эти нейронные связи все готовы. Примерно деген ғой. Сосын забирается на любые нестабильные поверхности, прыгает на мячике и батуте. Доп, мяч, батут, любой жерге мінет, столға мініп кетеді. Қандай жер бар мысаға, бізде кабинетте көшеткаға мініп кетеді, тағы бірден кейін мініп кетеді. Осының барлығы баланың вестибулярлық аппаратының төмендігі, яғни гипочувствительность, нарушение обработки сенсорной интеграции, гиповестибулярной чувствительность, яғни ол поиск жасап отыр. Все время поиска. Түсініңіздер, уже келе жатыр бізде балада ми қазір ішінен алып тастайын. Кейбір балаларда мына вестибулярда гипо болуы мүмкін, алайда ол өте аз. Көбісі мына ең көп кездесетін біздегі балаларда ең көп келетіні осы болады. Енді ары қарай дәл осы сияқты
мына Уильям и Шелленбергтің пирамида обучениесі бойынша тері кетті, тепе-теңдік кетті, енді бұлшық буындарды сезіну. Бұны пропрецепция деп айтамыз. Бұлшық деген біздің теріміздің ішіндегі, егер терінің өзі нарушенный болып тұрса, оның іші де нарушенный деген сөз ғой. Яғни проприос деген өзім, менің денем, менің қолым, аяғым қай жерде тұрғанын білем деген сияқты. Видишь, ана бала тебу үшін мынаны тебейін деп отырып, басқа нәрсені теуіп кетеді да. Мысалы, допты тебейін деп тұр, бірақ доптың өзін мимо теуіп жібереді. Яғни бала өзінің схема телосын до конца миы до конца зерттемеген деген сөз. Пропрецепция деген сол. Буын мен бұлшық еттерден келетін сигналдар. Мен мысалы қараңыз, осы жерде пропрецепция бар. Мен қолымды бүктім. Осы бүккенім бір-біріне сигнал. Яғни бірінші миы оған бүк деп айтты. Миллисекундтарда жүреді. 1 секунд светті жақтықта, анау барады, свет сосын жанады ғой. Оның өзі 1 секунд, доля секунд келеді. Ал мидағы нейрондар мынаған бару үшін миллисекунд кетеді. Яғни миым айтты, қолыңды бүк деді, бүктім. И мынау осы бүккені қайтадан обратно миға сигнал барады. Бүгілді уже все деп. Көрдіңіздер ма? Яғни миымыз центральная нервная система, опять же жаңа ми барды да сигнал берді, қолға, аяққа, денеге, басқа деген сияқты сигнал берді. И дәл осы сигнал, қол аяқтың сигналы сразу қайтадан барады. Бұл периферический ми. Мынау да ми вообще-то. Біз бір ғана, нада ғана ми бар деп ойлаймыз, жоқ. Бүкіл жерімізде нейрон бар. Нейрон бүкіл даже тынамыздың ұшына шейін бар. Если честно. Саусақтардың ұшына шейін бар деген ғой. Осы. Енді осы пропрецепцияда тоже гипер и гипоға бөлінеді. Ол или гипер болуы мүмкін, или гипо болуы мүмкін. Көбінесе гипер кездеседі. Енді осы да қайсысы көп кездесетін дегені, тактилкада гипер кездеседі, вестибуляркада гипо кездеседі, а пропрецепцияда гипер кездеседі. Көбінесе. Енді бізге келіп жатқан қазақтардың, особенно келіп жатқан балалардың есептегендегі біздің мына информациясы мен өзімнің зерттеуім бойынша пропрецепцияда гипо кездеседі. Бұны қалай білеміз? Опять же, біздің чек-листіміз бар. Чек-листта міне пропрецептивная система. Осылардың барлығын мен қарасаңыз, қасына сурет қойып қоям. Мына жерде буын бұлшық ет, мына жерде көз, мына жерде терімізді, мына жердегі вестибулярка, аяқ қолдың жағын, мына жерде есту. Осылардың барлығы сырттан келетін информациялар көзге көрсетіп көрсетемін. Гиперлерді қызылмен қойдым, гиполарды көкпен қойдым. Пропрецепцияда, гиперчувствительныйда бала құшақтап қызбайды. Сосын киім кигіздірмейді. Мысалға, қатты қыстырған киім болса, бала ана киімді тезірек шешкенге, тіпті қазіргі күнде көп балалардың үйлерінде үстіне киеді футболка, а бұтына түк кимейді. Мен өте көп көрем балалардағы тактильный нарушениені қайдан білем. Бала үйде даже не памперс кимейді, не шортик кимейді, не түрсе кимейді. Ол балалар кәдімгі бес штанов былайда былай жүре береді, даже носки кимейді. Вот осы балаларды уже сіз кожный чувствительностьқа и пропрецептивный чувствительностьқа қойсаңыздар болады. Сосын белге тағатын, шашқа резинка, басқа бірден кейін айтыр солардың барлығын бала жақтырмайды. Бір сөзбен айтқан кезде. Ары қарай сосын любой кезде бір кабинетке кірер кезде, бір закрытый помещение кіретін кезде бүйтіп осторожно кіреді, или жылап кіреді, или кірмеуге тырысады. Вообще есіктен кірмеуге тырысады. Үйренген жеріне барады, ары қарай кірмеуге тырысады. Ал мамасы оны новый жерге баруға қиналады, басқа, ол мамасы оның пропрецепциялық нарушение екенін білмейді ғой. Сондықтан оны бір характерге, мен балам новый жерді барғысы келмейді, мен балам андай, мындай деп айтып болмайтын өзі бір сылтау алып алады. Мен де кішкентай кезде сондаймын деп бітіреді ғой ең соңында.
түсіндіңіздер ма? Вот это и пропрецептивная гиперчувствительность. Енді гипочувствительность бар. Вот гипочувствительность деген көп көрінетіні. Мен сіздерге ол көрсетейін, иә. Үйде бір затты алады да, ауырын көтеріп алады да, мына 5 литрлік баклажка суды алып мында тасиды, ауыр домалақты көтереді, анында қояды, мында қояды. Болмаса, былай қылады. Қазақтарда жүктер жиналып тұрады, сандық болады, сандықтың үстінде жүктер жиналып тұрады. Жүк деген көрпе, жастық жиналып тұрады да, соны итеріп жібереді да, анау құлайды үстіне. Анау құлаған кезде анау кәдімгідей кайфует, астында жатып кайфует. Өйткені оның үстіне буын бұлшықеттеріне жаңа информация кірді, жаңа сезімдер, жаңа ощущениялар кірді. И каждый раз соны жақсы көреді бала. Келесі, сосын қатты құшақтаған кезде прям өте қатты құшақтайды. Әшейін құшақтай салу деген жоқ, өте қатты құшақтайды. Сосын висит на перекладине. Мысалы, әр жерге бар, бір мына жерге бар, бір висит етеді, ана жерге бар, тағы бір висит етеді, әр нәрсені бүйтіп ұстап алып жүреді. Сосын одан бөлек басын ұрады, аяғын ұрады, тебеді. Тепкен кезде, мысалы, сіз алып стенаны аяғыңызбен теуіп көріңізші. Просто мысалы бүйтіп тепкен кезде аяқтан сізге информация кірді, тізеден кірді, выброс кірді, барлық буын бұлшықеттеріңіз, аяқтың буын бұлшықеттері жұмыс жасады, иә? Дәл сол информация оған ұнады. Өйткені алдында ондай информация жоқтығын, как будто буын бұлшықеттеріне укол салып тастаған, тістің уколы сияқты салып тастаған, и бала сезбейді. Сосын новый бір нәрсе тепкен кезде, стенаны ұрылған кезде, ана бала сезіп жатыр ғой. Сондықтан, мынандай новый информация бар, былай ұрсам, былай күшті сезеді екенмін деген кезде, қайтадан соны ала беруге тырысады. Табиғат, природа до того өте мықты болған соншалықты өзіміз мимен әрбір сол движениемен тауып аламыз, бізге не керек екенін. Су сияқты ғой, мысалға суды бір ыдысқа қойып қойыңыз, бірақ ыдыста бір кішкентай ғана шыныда, кішкентай ғана или скол болса, или крышаға қойып қойдық қоя, крышаның ішінде кішкене болса да, бір кіттай лазейка табылса, су деген тауып алады да, бір орын табады ғой. Дәл сол сияқты біз өзіміз даму үшін, өзіміз новый информация алу үшін кез келген сырттан информация алуға дайынбыз. Келесі, любит сильные прыжки. Мысалы, секіре береді, жүгіре беретінде сондықтан пропрецепцияны. Сосын мектеп жасындағы балалардың пропрецепциялық бұзылысы ол қандай? Яғни алды да ручканы жазайын деп жатыр, иә? Бала жазып жатыр, бірақ каждый раз жазған сайын ручкасы или карандашының ұшы сынады, или дәптері жыртылады. Или қатты басылады, или тез карандашының ұшы тез бітіп қалады. Неге? Өйткені бала мына буын бұлшықеттерден келетін, мысалға біз осылай бір нәрсемен қолмен ұстадым ба, мысалға мен уже бұл жерде тактильный мелкий моторика кетті. Ал егер мен пинцетпен, ручкамен бір нәрсе сұрасам, уже буын бұлшықеттер мына жақ жұмыс жасай бастайды. Енді осы жақ жұмыс жасайғаннан кейін біздің миымыз қаншалықты, қандай скоростьпен, қандай интенсивпен басу керек екенін білмейді да, сосын ручканы алады, тарсылдатып жазған соғыша келесі бетке көшіп кете береміз. Жыртылып кете береді, дәптеріміз жыртылады, карандашымыз сынады, карандаштың ұшы тез тупеть етеді. Енді сосын ең соңында шетін жей бастаймыз. Жеген кезде біздің жағымыз, ручканың шеті, біз көп балаларда, мектеп жасындағылардың балаларда ручканың шетін жеп тастаған болса, сосын ручканы айналдыра беретін болса, вот это все, ол тоже неврозға да жатады, и бір жағынан пропрецептивный нарушениеға жатады. Осыны, егер мектеп жасындағы балаларда пропрецепциялық нарушениені білгіңіз келсе, ол дәптеріне қарап, ручкасына қарап білуге болады екен. Міне осы пропрецепция. Енді пропрецепцияда, егер защита болса, защита болатын болса, ол пропрецептивный ешқандай нәрсе жасамауға, буын бұлшықеттерге нагрузка жасамауға тырысады. Көп нәрсеге секірмеуге тырысады, жүгірмеуге тырысады, ал поиск болса, жаңағыдай жүктің астына жатады, поиск болған кезде прям мынандай
утяжелительный көрпені жақсы көреді, домалақ жақсы көреді, секірткізеді, ішінен өткізеді, иә, бұлардың барлығы қазір пути решениеде айтамын, иә. Үсті плюс и минустан тез айтып бітіріп тастайын енді. Осы ең главныйлар. Ары қарай көруден, есту, дәм сезу, иіс сезу, ең соңында интерцепция бар, интерцепцияны бүгін айтылмайды. Көруде де гипер или гипо болады. Енді қараңыз, көруде де гипер мен гипо. Бала, мысалға ше, сіз алдыңызда пойыз өтіп отыр, иә? Пойыздың ішінде отырсыз, сіз қарап отырсыз бір терезеге. Бірақ тез өтіп жатқан сол шалықтың қасыңды қозғайсың, көзіңді де қозғайсың, өзіңде бүйтіп бір нәрсе, бірақ қарай алмайсың, иә? Дәл сол сияқты балада егер көруден, сізге мысал ретінде көрсетіп жатырмын, иә? Көруден гиперчувствительный болсаңыз, бала деген лишний раз көрмеуге тырысады. Ана пойызды қарап жатырмын терезені, бірақ басым қимылдайды, көзім қимылдайды. Или болмаса, просто да мен басты қозғалтпай, көзбен ғана қара деймін да, кітапты бүйтіп ашамын ғой. Ол бала үлгермейді, көзбен бүйтіп қарап үлгермейді. Ал егер мойныңды да қозғалдыра бер, көзбен қара, бүйтіп еңкейіп қара десе, ол уже бүйтіп қанша жерден ашсам да, ол уже мойнымен, басымен де қарай алады. Дәл сонымен көрдіңіз ба? Бір көзбен қалай информация аламыз? Ал мойын, жақ, басты бүктік, осылардың бәрінен екі түрлі информация аламыз. Осы көрудің өзінде. Енді осы көру арқылы қабылдаудың өзін екі түрлі гипер и гипосы бар. Ол да пропрецепция, міне зрительный көз қойдық, гипер и гипосы. Мысалға, гиперчувствительныйларда қараңғылықты жақсы көреді. Свет жақса көзі бетіп жасайды, свет қатты, особенно апрель-май кездері қатты шығады ол күн. Сол кездерде көзін жұмып, күнге қарай жақындатып, бұлшықтанып, жас аурап сөйтіп бастайды. Сосын лишний раз көзін жұма бергісі келеді. Вот гиперчувствительный. Жаңағы, как будто сен поездың ішінде отырсың и тез жүріп жатыр. Анау тез жүріп жатқан соншалықтан басың айналып кетеді ғой. Поезда көріп тұрсың, басың айналып кеткен соң көзін жұма саласың, немесе қарамауға тырысасың, иә? Дәл сол сияқты. Сосын избегает солнца, яркого света, любит спокойные цвета. Спокойный деген жасыл, бежевый деген сияқты спокойный цветтер сол, иә? Сосын мелькание не любит мелькание перед глазами деген жаңағыдай елкалар, особенно под Новый год елкаларды бүйтіп жыбырлатып жағады ғой. Вообще-то оның өзі невропатологтар айтады. Мына елканың ішіндегі гирляндаларын жағатын, мысалға ше, 3 секунд жанды, өшті, тағы жанды, өшті. Осынысы ең дұрысы. Или бір жанып тұр, или өшіп тұр, осынысы дұрыс. Ал жанып сөніп, анандай бар ғой, мигатет тұратын, ондайлардың барлығы миға, баланың көру арқылы қабылдауына және нейрондарының дұрыс дамуына әсер ететіндігі соншалықты баланы возбуждать етеді. И эгосы таза емес балаларда дәл сондай елканың қасына апарып, көп қасына тұрғызып қойсаңызшы, жаңағыдай мегатет тұрған көп елка, и балада уже судорог болып кетуі мүмкін. Сол үшін тіпті новогодний елка кезінде анау жаңағы қызылды жасылды жақтан неше түрлі дауыстар, музыка отыр, хоровод жүріп жатыр, елкасы деген ал жыбырлап тұр, әртүрлі жан жақтың бәрі анау қызылды жасылды клоун жасап тастаған. Сол баланың көбісі ертесіне қарасаң уже эпилепсия ұстап кетуі әбден мүмкін. Сосын одан бөлек быстро перегрузиться при обилии ярких стимулов дейді. Жаңағыдай көп информация болған кезде, мен жаңағыдай айтқандай, жаңа жыл сияқты, хороводқа барған кезде бала тез шаршап қалады. Ал тез біздің денеміз жай шаршайды. Ал умственная деятельность, мысалы Лениндер, басқалар мимен өте көп жұмыс жасағандығы соншалықты, олар ми деген кәдімгі энергияны көбірек расходует, чем тело. Дәл осы көру арқылы қабылдаудың енді гипочувствительность, тіпті вообще дұрыс жай ғана аз гипочувствительный болады. Яғни
включает, выключает свет. Барады да үйде енді қараңыз, өз балаңызбен светті жағып сөндіре береді. Мынау бала біз жақсы көреді өзі свет жағып сөндірген. Жақ деп балалар оны ойын ретінде ойлайды. Сосын кітаптардың бетін аша береді, альбомдардың бетін аша береді, спиннерді айналдыра береді. Тағы не, машинкалардың бәрін тізе береді. Тағы не, любой бір жерде айнала береді, бір нәрсені отырып қарай береді. Айдала бетіп кәдім басымен күрішті, көзбен күрішті. Вот это все. Переворачивание страниц книг, открывание, закрывание двери, его пальцы двигаются перед собой, да, осылай саусақпен ойнайтындығы, выстраивает вещи в линию, машиналарды любой заттарды бір қатарға қоя береді. Смотрит предметы скосив глаз дегенше, бір нәрсеге қарайтын кезде бүйтіп қарайды. Или бүйтіп қарайды. Бір нәрсеге қарау үшін тура бүйтіп қарай алмайды. Бүйтіп қарау мүмкін. Оң жақтан қарау мүмкін. Әртүрлі. Скосив глаз деген кезде обязательно бір жақпен бүйтіп қарау деген жоқ. Сол кезде ғана ол дұрыстап көре алады. Түсіндіңіздер ғой, иә? Одан кейін необычного угла зрения деген сол. Бір затты қарау үшін мен бұны бүйтіп қарамаймын. Дегенше аузын ашып қояды. Сосын любит яркие цвета и любит яркие мультфильмы. Маша, тағы не, қазіргі мультфильмдер, құдайға шүкір ғой, бүкіл мультфильмнің бәрі өте яркий. Солардың бәрін жақсы көреді. Ал ондай простой біздің совет заманының Крокодил Гена деген сияқты мультфильмдерді ол қарай алмайды. Ондайларды көзі не воспринимает. Ол тек яркий, күшті, синий трактордың синие, жасылы деген кәдімгі шөптерім слишком жап-жасыл деген сияқты, сондай болады. Вот это и гипочувствительность, зрительная гипочувствительность. Яғни көру арқылы қабылдаудың гипер и гипосы бар. Мына гипер болған кезде защита болады, қолда келгенше көрмеуге тырысады, басы ауырып кетеді, басы айналып кетеді. Ал поиск болған кезде жағып өшіру, жасау, бір нәрсені жасап отыру, бір спиннерді, мысалға, попитті спиннерді деген 1045 рет айналдырды ма, сол күйінше отыра береді. Кітапты жақсы көреді мен балам кітапты дейді. Кітап на самом деле оқи алмайды, но бір бетке концентрация жасай алмайды, сконцентрированный бір бетке қарай алмайды. Ол тек оның жұмысы ашып жабу, ана кітаптардың беттерін ашып жабу жұмысы болады. Енді қараңыз, енді естуде де плюс и минусы бар ғой. Естудің өзінде защита тұр, защита деген пылесосты көрін шындады ма үйде деп құлақ жапты, машинка айналды деп, фен болды деп, любой көршілерімізде ремонт жасап жатыр ма деп құлағын жауып алады. Любой посторонний звук все уже құлақты жауып алды деген сөз. И примерно деген оның барлығы есту арқылы қабылдау. Сосын дәл осының енді гипосы бар. Гипо деген вообще дұрыс естімейді. Естігенде құлағы күшті естиді. На самом деле ортаңғы құлағы барлығы дұрыс естиді. Алайда есту арқылы қабылдау, яғни естіген нәрсені мидың ішінде бар қорыту керек қой. Дәл сол қорытуы бізде өте төмен болады. Яғни примерно дауыс шығатын нәрсені алады да құлағын қасына келеді. Шылдырлатты, успокоился. Болды, уже бір информацияны алды. Бізде бір коробка бар, коробканың ішінде, бұл қазір көрсетеміз, путешествие коробканың ішінде тек музыкальный заттар бар. Мынаның ішінде тек музыкалық заттар бар. Осы коробканы ашсақ болады. Болмаса, міне сенсорлық мысалы әртүрлі дауыс шығады. Әртүрлі. Осылардың бәрі әртүрлі дауыстарды шығарады. Немесе мысалы бұрынғы кездері балалардың децибелі аз ойыншықтар болады, децибелі. Дауысы қандай? Жай, дауысы қандай? Жай, осындай болу керек. Ал қазіргі ойыншықтар, қазіргі погремушкалардікі өте агрессивный, уже қатты шығады, қатты сықырады, дауыстар шығады, қатты шығады қазір. Полностью дауыстар қатты шығады. Вот это все қазіргі
жүзіндегі балалардың сенсорлық нарушениесі көп деген сөз. Бұл есту арқылы қабылдаудың өзінде баланы гипо, яғни гипо деген поиск, соны шылдырлатқысы келіп тұрады, сонымен ойнағысы келіп тұрады. Музыкальный нәрсе басқысы дыңғыл, тек басқысы келіп тұрады. Әртүрлі нәрсені естігісі келіп тұрады, я қатты қояды телевизордың дауысын, немесе любой нәрсе музыка қойса қатты сонымен билейді, сонымен жақсы көреді деп айтады. Вот это сол кезде сенсорный поиск, яғни ол есту, естудің сенсорлық қабылдауының іздеу, яғни гипочувствительность екенін білуге болады. Енді балада мұнауда болмайды, никак. Плюста, минуста бұда болмайды. Тактилкада болуы мүмкін, вестибуляркада кейде болуы мүмкін, пропрецепцияда болуы мүмкін, но мыналарда көбінесе біреу ғана болады. Көбінесе. Или защита болады, или поиск болады. Или гипер болады, или гипо болады. Осыған қарап алуымыз керек. Үстік балаға кәдімгі координат өзі сияқты. Мынандай, мынандай профиль құруға болады. Как можно сделать профиль? Оны тек ата-анасына мынандай көбінесе біз сенсорлық анкета толтырғызамыз. Әр анкетаға термен сезіну анкетасы, эмоция, қозғалыс, қандай, мысалы, есту, көру, дәм сезу деген сияқты осылардың бәріне анкета толтырылады. Я, жоқ, қашады, қашпайды, жақсы көреді, немесе анда-санда деген сияқты болатын болса, уже соған байланысты уже біз анкетаны толтырғанға қарап, біз уже сенсорный профиль қондырамыз. Ал профильден кейін уже баламен қалай жұмыс жасау керек екенін білетін боламыз. Любой енді келесі дәм, иіс сезу, екеуі дәм мен иісті екеуін бірге қосып айтып жіберейін бұл жерде де дәм мен иістеді. Өте гиперсезімтал дәм мен иісте, екеуін бірге қоса салайыншы, дәм мен иісте өте сезімтал болатын болса, бала любой нәрсені жемейді, иіскейді, дәмін қарайды, прям капризный, бір нәрсені жегісі келеді, бір нәрсені жегісі келмейді. Ол оған білетін, кішкентай кезінен бастап көрген нәрсені ғана жейді, басқа новый затты, новый нейрон, ал новый зат жеген кезде миға новый нейрон кіреді ғой. А ол новый нейрон кіргеннен кейін бала уже физически, морально, интеллектуально дамый бастайды. Ал скудный тамағымыз болса, скудный жан-жақтан келетін информация болса, ол әрбір информация, бағана айттым, әрбір сырттан келетін сенсорлық информация пища для нейронов. Яғни нейрондарға ол тамақ болып саналады. Ол шынымен тамақ болып саналады, баланың жеп жатқан тамағы, асқазанында да тамақ болып саналады. И новый дәм, примерно гречка, примерно брокколи, примерно авокадо деген сияқты, примерно басқа зат жаңа нейрондарды оятады, жаңа дәм, жаңа нәрсе келеді, а ол көп нәрсені жемейді. Одан бөлек иісте сол, иістерде ше иіскемейді, любой нәрсені гиперчувствительный да, ол любой иістерден жатырқайды, қашады, иіскемейді, сондай болады. Ал осылардың бәрі поиск деген болады. Дәл осыған қарама-қарсы сенсорный поиск, яғни минус гипочувствительныйлар бар, дәм сезуді дым сезбейді. Аузына укол салып тастағансың, сен не салып жатырмын аузына, шығаруым жоқ. Вот это здесь, мына дәм сезуді сезбейтінді пикацизм деп айтамыз. Пикацизм деген аузына жаңағына істеліп қалған кирпичиктерді әкеле салшы. Оны пикацизм деп айтамыз. Яғни дәм сезу любой затты жей. Желінетін зат болса да, желінбейтін зат болса да, қатты тістелетін зат болса да, тістелмейтін зат болса да, вот это все дәм сезудің өте сезімталдығы жоқ, яғни гипопоисктан келеді. Поиск деген новый, біздегі АФК кабинетіндегі барлық біздің кирпичиктеріміз, кирпичиктердің ішіндегі кейбір кирпичиктер, мысалы, на самом деле новый алған кезде бала кәдімгідей ешқандай бәрі жақсы болады. Алайда келеді бала, мынау кәдімгідей 1 жас 9 айдағы баланың тісі.
деп тістейді, мынаны тістейді, шайнайды. Тістейді, шайнайды, қолмен алу невозможно. Бір жаста 9 айдағы бала бүйтіп яғни қолмен ала алмайды. Мен ала аламын қолмен, иә. Ал ол бала алады да тістейді анан. Одан бөлек несъедобный қандай зат бар? Ағаш, тағы не, құм, тас, қандай желінбейтін зат бар, соның бәрін жей береді. Сосын бұл пикат сезімнен бөлек дәм сезудің минус, яғни гипо, яғни поискі бар бала тойғанын білмеуі мүмкін. Тойғанын білмегендігі соншалықты, анау балада құсайын деп жатқан кезде ғана тоқтатады тамағын. Вот это и дәм сезудің гипосезімталдығы. Енді иіс сезудің гипосезімталдығы любой нәрсені иіскей береді. Көбінесе подросток кездерде бензин иіскейсің, токсикомания бар ғой, тағы бірден кейін иіскейсің. Вот это все опять же ощущение, новые ощущения. Ол подростктарға новые ощущения көру үшін ол бензин иіскейді, лаг иіскейді, тағы не, освежитель иіскейді, тағы анандай тырнақ кетіретін, не деп айтатын андай жидкостарды иіскейді. Қандай артық иіскейтін бар, бір любой иістерді иіскейді, әртүрлі духиларды экспериментирует. Вот это все иістің гипосезімталдығы. Подросток кезде бала деген бойы барлығы гормондан бәрі өскен кезде осылардың бәрі көбейеді. А бала да гипосезімталдығы. Любой нәрсені иіскеп, жердің алдында болсын, басқа нәрсенің алдында болсын, тек иіскеп қана бастайды. Тіпті бір нәрсе жұмыс жасайын деп атама, мысалға, прям простой мына кенешеске құм. Мына құммен қолын салып, жұмыс жасаудың алдында бірінші иіскеп алады, оған ұнаса, сосын барып қана қолын салады. Ұнамаса, иісі ұнамаса, ол қолын салмайды. Көрдіңіздер ме? Бірінші очерк оған иіс сезуі өте сезімтал. Енді интерцепция туралы бір айтып жіберейін. Интерцепция ол іштегі, яғни біздің асқазан, бауыр, ішек деген сияқты нутро, біздің интро деген ішкі әлеміміз. Осы ішкі әлеміміздің өзі өте сезімтал болады. Оның өзі гипер и гипоға бөлінеді. Ол да бір нәрсе жеп қойдың, мен сен, мысалы, примерно, баклажан жеп қойдыңыз. Баклажаныңыз ол жақындағы баклажан емес, примерно бір апта 10 күн тұрып қалған баклажан. Примерно, жедіңіз, ол баратта өз бұзылысын жасайды ғой, или арттан кетеді, или алдынан кетеді деген сияқты, дәл сол сияқты интерцепция деген өте сезімталды ішектер болады. Артық затты жақсы көрмейді. Бір нәрсені чувствовать етіп жүреді. Только на цепочке бүйтіп осторожно адамдар болады ғой, дәл сол сияқты. Интерцепция өте аз, алайда осы туралы бәрібір білулеріңіз керек. Яғни болда сенсорлық нарушение жатады. Болды сенсор. Өйткені, одан бөлек, жеуден бөлек, бір жақпай қала береді көп нәрсе. Сосын іш көп ауыратын болады, сосын ішпен сезетін болады деген сияқты. Сосын ал ішке жатуы мүмкін, вот это все нарушениялар жатады. Яғни бір сөзбен түсінікті болса, сенсорлық интеграцияның теориясы осы. Егер десеңіздер лайк қойып, мен комментарий жасаймыз. Енді осы бойынша мен енді практикасына көшеміз. Бұның барлығы өшірмеймін, алайда осы бойынша қалай жұмыс жасау керектігін сіздерге бір сөзбен түсіндіремін. Енді мына жақтан бастайық қайтадан. Интерцепция бойынша қалай біз баланы интерцепциядан алып шығамыз? Ол үшін әртүрлі затпен массаж, бассейн, әртүрлі тамақтар, баланы жаңа нәрселерге үйрету әдетін қалыптастыру. Бірінші очерк баланы жасаудың алдында, баламен жұмыс жасаудың алдында біз ата-анасының осознанностына мән беруіміз керек. Егер бала неосознанный болса, мамасы неосознанный болса, өзімен өзі, балам сондай деп жүре беретін болса, бала өскен кезде, егер мына нарушениесі бар бала болса, бұл нарушение ден бала өспейді. Яғни не перерастет. Мысалға, менің примерно енді мен 4 балам бар. Шүкір, сол соңғы екеуінде сенсорлық нарушение болды. Примерно 4 жасында ең кіші қызым басына, мысалы, душ.
қабылдатқызбайды. Душқа шомылдырған кезде кәдімгідей ол стенаға мінетін тұғын. Ваннаны толтырамын, шомылады, күшті шомылады. Алайда бас жуу бізде өте үлкен проблема болатын. Дәл сол сияқты. Я примерно деймін да, сенсорный нарушение даже норма баланың өзінде болады деген сондықтан. Оның алдындағы қазір 13 жасар балам, ол любой бирка, мынандай этикетка, киім, шарфик, бірдеңке сондайлардың бәрі жақтырмайды. Киімде де, мысалы, кейбір киімде де, мысалы, мынандай киім ұнайды, андай киім ұнамайды. Сондықтан сіздер егер ойласаңыздар нарушение, яғни носи деген тек сондай ЗРР, ЗПР, сенсомоторный алалик, сенсорный алалик, моторный алалик, ДЦП, тағы не, аутист, растарда ғана болады десеңіздер, вы очень-очень сильно ошибаетесь. Сонымен қатар еще айтқым келетіндігі, ол үлкен адамдарда да кездеседі. Өте кәдімгі үлкен адамдар соншалықты бала шағасы бар, семейный үлкен адамдардың өзінде де ол кездеседі. Яғни ол қандай кездесуі мүмкін? Ол тактильный кездесуі мүмкін, ол вестибулярный кездесуі мүмкін, ол проприоцептивный кездесуі мүмкін. Көбінесе осы үшеуі үлкен, осознанный, өте білікті адамдардың өзінде кездеседі. Яғни примерно да бір адамды айтайық, в среднем, өзім танитын бір адам бар, я, біреу оны құшақтағанды ұнатпайды. Лишний раз бүйтіп жанасып кеткенді ұнатпайды. Шашын ұстатқызғанды ұнатпайды. Примерно да. Сосын, если құшақтайтын болса, қатты құшақтау керек оны, или жай бүйтіп құшақтай салуға болмайды. Ол да өте білікті, Қазақстан бойынша ол да логопед. Мен өзім бұрыннан бері ол кісіні танимын. Алайда ол өзінің сенсорлық нарушениесін айтқан кезде мен кәдімгідей таңғалғаным бар. Қалай үлкен кісі дәл осындай сенсорлық нарушениемен жүреді екен дегенде, ол кезде раздражительный сияқты көрінеді. На самом деле это не раздражительность, а на самом деле это тактильный сенсорный защита. Яғни гиперчувствительный, ол мұна гиперчувствительный жатады. Сол үшін сіздерді жалпы айтқым келеді. Сенсорный нарушение тек диагноз бар балаларға емес, үлкенге де, кішіге де, норма балаларға да келетін, норма балаларға да сәйкес келуі мүмкін нәрсе. Ары қарай интерцепциядан кейін кеттік, иіске кеттік. Иіспен қалай жұмыс жасаймыз? Сіздер енді ата-ана ретінде, немесе маман ретінде не істей аламыз? Иіс бойынша біз әртүрлі иістермен эксперимент жасауымыз керек. Ол үшін ең қатты шығатын, ең экологичный заттарды көп пайдалануымыз керек. Ағаш, краска деген сияқты болады. Красканың енді анандай өте едкий дауысты иістер бар емес, краска болады. Бергамот деген бар, корица деген бар. Мен жерде иістер барлар жоқ екен. Мына жерде мен қалып кеткен бар. Бізде мынау сенсорлық кабинет болғаннан кейін ол жерде міне бұлардың барлығы бір коробкада тұратын еді ғой. Коробканы алып ішіне сөліп саған отырады. Коробкада тұрады. Яғни мына жерде енді Oriflame-ның бальзамы, бұл черника бальзамы. Шығарған кезде кәдімгідей бальзам. Бұл да натуральныға, енді Oriflame натуральныға келетін болғаннан кейін мен осы ішіне салып қойдым. Бұл бальзам черниканың иісін шығарып тұрады. Бұдан бөлек ашудасын дәм сезуге де болады, және иіске де келеді. Мына жерде клубниканың иісін шығарады, мына жерде сандал, әртүрлі мыналар светін иіс шығару арқылы. Мынау деген мысалы любой кабинетке қойып қойдың, осы иісін шығарып тұрады ғой. Осы иістің өзі біздің миымызға жаңа нейрон, жаңа сигнал болып саналады. Свечкалардың түр-түрі, ароматический свечалар бар, олардың ішінде де әртүрлі иістері бар свечканың. Осы тіпті спичка, қайда спичка? Спичка жаққанның өзіндегі де бір иіс, күкірттің иісі шығады ғой. Оның өзі бізге көрігінің иісі, еще иіс сезесің, күкірттің пытырлаған иісі есту. Бір спичканың өзінде оның өзі бізде сенсорлық терапия. Бұның барлығы, кабинеттің барлығы терапия жасалатын кабинет. Яғни терапия деген не? Ол түзету, жұмыс жасау, осылай келеді. Сосын палочкалар бар ғой, ішіне құйып қоясың да, сол май, мынау ароматическое масло, который сондай палочкалар салып қоясың, и палочкалардан иіс шығарып тұрады. Сосын көп деген осындай домалақ гранулалар болады. Мына жерде бір пакеттің ішінде әртүрлі иістер болғаннан кейін мен пакеттің ішіне салып қалған ғой, гранулалар вонючка тұрады ғой.
машиналардың ішінде. На самом деле вонючка өте агрессивный. Потому что китайскийлар деген қолдан келгенше бір жаман нәрсені алады да полностью соның ішіне салып қояды, ол қатты агрессивный. Ал иіскеу арқылы біздің ең жаман нәрселердің бәрі тек бауырға барады. Бауырда сол токсиндер синтезируется. Сол үшін көп дұрыс емес нәрсені иіскей беру арқылы бауыр оны көтере алмайды. Сол үшін қолдан келгенше оған токсин болып барады. Сол үшін қолдан келгенше натуральный заттарды иіскеуіміз керек. Бұдан бөлек әртүрлі мен травяной чайларды, мынадан да иіс шығады, кәдімгі чайдан да иіс шығады. Сосын мына іште кәдімгі море, мына іштегі моренің иісі кәдімгі иіс кеткіземіз. Бұның барлығы терапия пайдаланатын заттарымыз. Енді ары қарай міне иіс сезу бойынша жұмысты қалай жасаймыз? Балаға әртүрлі иістерді ощущение көбейте береміз. Миымызға мыңдаған ощущение келе бере ме? Осының барлық нейрондарымызға ол тамақ болып саналады. Мидың ішінде былайынша адамның миында тула салсын 6 миллион или миллиард нейрондар болады ғой, я? Осы нейрондары 2 есе көбейеді. Среднестатистический адамда нейронның штугы, яғни шашымызда есептемейміз ғой, мысалы бір Алла ғана біледі, қанша менің басымда шаш бар екенін, дәл сол сияқты мидың ішіндегі қанша нейрон екенін Алла ғана біледі. Алайда орта есеппен 12 миллиард нейрон бар. Сол миллиард нейронның өзі бүкіл жер шарының адамдарына жетпейді. Есептеңіз, қалай өте мықты қылып біздің денемізді жаратқан. Тіпті даже былай келтіруге болады сіздерге, қараңызшы. Мысалға да сперма шығады ғой. Сперма шыққан кезде сол сперманы бір құтыға салсаңыз, стеклянный любой бір құтыға салсаңыз, соның ішінде есептесек қанша сперма шыққан. Бүкіл жер шарындағы адамдардың санынан да асып кетеді. Дәл сол сияқты. Енді иіс сезу мен дәм сезу бойынша кеттік. Жұмысы сол көп иіскете беру, әртүрлі иістермен эксперимент жасау. Особенно корица, особенно розмарин, особенно кофе, особенно әртүрлі шайлар, әртүрлі не иіскеу болады? Булочки, нан, свежий выпечка, қатқан, қытырлаған нәрселер, күйіп кеткен нәрселер, ағаштың тоқы жоңған кезі болады бір. Свежий ағаш, бетін жондыңыз, и қандай иіс шықты. Сондай болады. И коптетілген ағаштар болады, оның иісі қандай. Оттың иісі қандай. Бәрінде иіс бар. Осымен эксперимент жасай беру арқылы миға жаңа нейрондар түзіліп, бұның өзі терапия болып саналады. Ал терапия ол қандай? Ол сенсорлық терапия болып саналады. Бұл бір. Енді дәм сезуге келсек, ол да әртүрлі дәмдерді в жизни мамасы ғана істеу керек. Көбінесе мамасы әртүрлі дәмдерді апельсиннің, лимонның, тұздың, ажутастың, примерно дейін да енді әртүрлі дәмдерді алып келе беру арқылы миға жаңа нейрон ояды, ал нейрондар бір-бірімен байланысқа түзейді. Асқазаны, ішегінің ішіндегі сондай бір қорытатын не болады? Ішектің ішінде қорытатын өзінің бір заттары болады. Сол компоненттер болады. Сол қорытатын компоненттер түзіле бастайды. Жоқ болған болса бұрын. Сол үшін жаңа нәрселерді жеп эксперимент жасай береді. Енді келесі есту арқылы қалай біз сенсорлық интеграцияда қалай жұмыс жасаймыз? Примерно машина бір нәрсені білдетеді, угадай, чей это звук, да? Ол бала білмейді ғой қандай, сен сөзін түсініп жатқан жоқ, түсінік қалыптаспаған, мынандай нарушениесі бар бала, явно түсінігі қалыптаспаған болады. Сен оны көресің, бип деп көрсетесің, мына жерден көрсетесің. Машина, ат, немесе сағатты көрсетесің. Қайсысы көрсету керек? Машинаны суретін. Примерно деймін да. Сосын тағы не? Қасықпен кесені араластырғанды, чик-чик-чик араластырғанды көрсетесің, дауысын көрсетесің. Или можно, как мы телефонда бар, шум дождя бар, шум лай собаки бар,
мысықтың мяулағаны, сиырдың мөңіреген, бөкірінің дауысы бар. Соның бәрін қойып қоясың да, ана жақтан соның суретін 2-3 қойып қоямыз. Обязательно на выбор. Обязательно мысықтың мяулағанын көрсетіп, мына мысық деп көрсетіп тұрмаймыз. Выбор қоямыз. Сол кезде балада да анализ, синтез бола бастайды. Еще саусақпен көрсетеді, указательный жест шығады. Еще бала соны бірте-бірте үйренеді. Сосын бір рет қана айтып үйрете салуға деген болмайды. Әбден закрепить етіп, әбден миына қонбағанша жаңағы біздің дәм сезуіміз, естуіміз, немесе иіскеуіміз ол толыққанды ол бітпейді. Сол үшін бір нәрсені 5 рет, 10 рет, 20 рет қашан бала закреплять етеді, сосын бір қана келесіне көшуге болады. Сосын сондықтан да ұзақ уақытқа кетеді. Кейде 2 ай, кейде 3 ай бір теманы закреплять ете алмай жатуымыз мүмкіндігі сондықтан. Ары қарай көру арқылыға қандай ойындар жасаймыз. Ол ойындар бізде көру арқылы ойындарда, мысалы, зрительный көзге стимуляция жасауға, мысалы, сыщик қойға болады. Лупа қоясыз, лупамен сыщик. Мына жерде кішкентай, мына жер үлкен деген сияқты лупамен сыщик ең күшті болады. Потом лазер. Лазер білесіз бе кәдімгі? Мысық үйде бізде мысықты ойнатады лазермен. Мысық былай да былай жүгіреді. Кәдімгі лазерді аласың, свет өшіріп былай жүргізесіз көз. Сонда бала еще тек көзбен қақиып тұрмайды ғой, мойнымен бұрады, басын көтереді, оңға қарайды, солға қарайды. Ана именно сол қызыл точкаға қарау үшін қаншама 1045 көзбен движение, мойнымен движение жасап тастайды. Вот это и называется зрительный контактқа келтіреді и зрительный гнозис. Гнозис деген ол қабылдау. Зрительный гнозисті іске асырамыз. Одан бөлек жапырақтарды ажыратамыз. Мысалы, бір мынандай жапырақ, мынандай жапырақтарды бір-бірімен ажырату керек. Лупа, жартылар, мысалы, бір божий коробканың жартысы бар, жартысы жоқ, жартысын суретіп салу керек, немесе бір-біріне қосу керек, иә. Мынаның жартысы қайсысы деп қасына қойып қоямыз, соның жартысын әкеліп қосады. Сол кезде мида целостность болады. Целостность деген. Осылай келтірдіңіз, екеуін бір-біріне қосқан кезде целый бір божий коробка шығады ғой. Дәл сол сияқты сол кезде мида екі жарты қосылған кезде бір бүтін шығарады. Жардағы суреттер, жарға өзіміз сурет жасаймыз да, қолмен жасауға болады, немесе үлкен коробкаға баллонды кіргізіп, мысалы, мынаның ішінде артында қандай сөздер бар, ішінде ойыншықтан бөлек утка бар екен деп, мына беттен көрсетеміз жарда, иә. Арғы бетінде тұрген, мысалы, біз мына бетіне қарағанда басқа свет болып тұрады, былай бетіне қарағанда басқаша болады деген сияқты. Сосын 50 түрлі коробка жасау болады. Мына сенсорлы кабинетте 50 коробка болу керек, минимум. А бізде где-то 25 коробка бар. 25-30 демей қояйын, но 25 коробка точно бар. Бірақ көп пайдаланатын коробкалар бар. Сосын спичка, оттық деген, ол айтырма спичканың өзі, бір спичканы жағудың өзі көруге, естуге, дәм жемейді, иіске, интроға, тактилкаға, осыған просто бір спичканың өзі 5 түрлі біздің сенсорлық қабылдауымызға әсер етеді екен. Просто спичка, көрдіңіздер ма? Сосын кейбіреулер айтуы мүмкін, сенсорлық интеграция өте қымбат, сенсорлық интеграция өте энергозатратно деу мүмкін, энергозатратно. Алайда, үй жағдайында егер баланы тула салысымен жұмыс жасатқызсаңыз, тула салысымен массаж, қол аяғын созып, табанына басып оқалап жасайтын болсаңыз, сізге ешқандай сенсорлық интеграция керек емес. Бесікке жатқызсаңыз, телевизор алдынан кешін көрсетпей, басқа нәрсе жасатсаңыз, сізге вообще сенсорлық интеграция қажет те жоқ. Мен, мысалға, примерно өзімді айтайын, осыдан 40 жыл бұрын, примерно 30 жыл бұрын өз ауылымда өстім. Ауылда өскен кәдімгі қазақтың қызымын, ауылда бізде не болды? Үйде мал болды. Малды құшақтаймыз. Малды құшақтаған кездегі сенсорлық информация өте көп болады. Примерно лақты құшақтаймыз, қозыны құшақтаймыз, сиырдың бұзауын құшақтайып тұрамыз, пока мамамыз сауып біткенше. Ол жердегі иіс бар. Сосын естің алдында тачка тасисың, су тасимыз, естің алдында сыпырасың, барып тезек тересің, оны жағасың, отқа жағасың, оның иісі бар, ойнайсың, ана заборға көтерілесің, ана по крышам будешь ходить. Вот это все, мысалы, ақтеректе көктерекмен ойнап, бір күні до того қатты үзіп кеткенім соншалықты бар келесі жолы автобусқа соққаным ғой,
автобусқа соққан ерің маңдай ысып кеткен. Примерно дейді енді до того. Вот это все қазіргі балалар ақ көк теректі білмейді. Өйтіп қатты бір-бірімен анандай ойындар білмейді. Петка ойнадық, маг ойнадық, скакалка ойнадық, резинка ойнадық. Вот это все. Еще мен 7 жыл бойы музыкальный школаға қатысқам. Когда музыкальный школаға қатысқан бала өте дарынды болады. Басқа музыкальный қатыспаған балалардан на голову выше тұрады. Сол үшін қолдан келгенше или биге, или музыкаға қатыстыруымыз керекпіз. Сосын көбелектер. Көбелек деген өзіміз көзімізге ол бір әдемі стимуляция. Вообще көбелек деген ол Құдайдың өте күшті жасаған бір жаратылысы ғой. Сол көбелектерді әр жерге жасап қойған болады. Біз не үшін әр жерде көбелек қоймаймыз? Өйткені баланың көзі мынандай қызылды жасылды көре берген кезде де миға, көзіне көп стимуляция болады. Сол үшін біз қолдан келгенше көп нәрсені қоймауға тырысамыз. Оның бәрін шкафтардың ішіне тығып тастаймыз. Келесі су. Сумен жұмыс деген вообще самый керемет жұмыс. Көру гнозисіне өте керек. Яғни суды түске бояуға болады, сумен ойнауға болады, суда жүзуге болады, сумен бір-біріне құюға болады, судан естуге болады. Енді суға қолын салып, суға салмай тұрғанда қандай, суға салғанда қандай. Судың ішіне бір заттарды салып, ішінен ана дельфинчикті тауып, ананы тауып, ананы ал деген сияқты кәдімгідей көру гнозисіне өте көп жұмыс жасауға болады. Сосын прогулкада жүріп бара жатсың, ана жерде бір белка көріп тұрсың ба деген сияқты. Ана көзбен белка іздеу керек. Примерно ең күшті дамытатын сенсорлық қабылдауды өте күшті дамытатын ол ауылға жіберу керек, немесе шетелге шығару керек, өйткені привычный ортадан кету керек, немесе паркке бару керек, немесе әртүрлі өмірінде жасамаған нәрселерді көбірек жасауға ощущение көбейту керек. Примерно бала Турцияға барды. Бала 1 жас 8 ай. Сөйлемей барды. Орта есеппен. Енді ақшасы болса, конечно, енді ақшасы болмайтындар кредитке баруға болады ғой. Алайда 10 күн бойы бала теңіздің жағасында құммен ойнады, таспен ойнады. 10 күн бойы жаңа тамақ ішті. 10 күн бойы новый иістер сезді. Даже тіпті морской бриз бар емес пе, кәдімгі теңізден шығатын, сол иісті иіскеді. Әртүрлі тамақ, біз жеп жүрмеген тамақтың приправаларын жеді. Біз жатпаған төсекке жатты. Біз көрмей жүрген нәрселер жасады. И миында новый пищалар көп болды да, 1 жас 8 айдағы бала келген кезде уже 10 сөзбен келді. 10 күнде 10 сөз қостың ба? Бұл деген вообще кәдімгі катастрофический мықты результат қой. Қанша мың теңге логопедке дефектологқа жібергенше, сен мен бүкіл бала-шағаны жинайсың да, шетелге бір аптаға кетесің, и одан артық сенсорлық интеграция жоқ. Одан бөлек шомылады ғой, одан бөлек семья ортасын бәрі бірігеді, одан шомылған кезде бүкіл проприоцепция жұмыс жасайды, вестибулярка жұмыс жасайды, еще тактилка жұмыс жасайды, көру гнозисі, есту гнозисі, мынаның барлығы жұмыс жасайды. Ал барлығына жан-жақтан стимуляциядан көп өзен құйып ұстаған кезде, жай құйылған өзендер келген кезде, сол моментте көптен құйылған кезде, құйылып келген кезде бала сөйлемей не істейді? Вот видите, сол үшін мен просто бұның барлығын өзімнің опытымнан алып отырмын да. Мысалы, бір бала барды, 1 жас 8 айдағы бала ғой. Келді, 1 жас 9 айында уже барып келіп еді. Турцияға 10 күндік демалысым маған 1 айлық логопедтің, 1,5 айлық логопедтің несі шықты деді ғой, кәдімгідей результаты шықты деген кезде. Маған кәдімгідей өте күшті инсайт болды. И так біз барып жүретін едік қой, бірақ чем меньше ребенок, кішкентай болған сайын апарған кезде баланы тез ұшырады. Яғни ұшқан кезде де, біз самолетқа мінген кезде де уже вестибулярка жұмыс жасап жатыр. Корабльге мінгенде вестибулярка жұмыс жасап жатыр. Осының барлығы бүкіл біздің сенсорлық қабылдаулардың бәрі жұмыс жасағаны. Енді келесі проприоцепцияға қандай жұмыстар жасаймыз? Проприоцепцияға мен примерно мына үлкен мешочек бар. Мына ортасында халафайды. Бұл туннель деп айтамыз, сенсорлық туннель деп айтамыз. Туннельге ішіне бірінші баланы жатқызамыз да, мына жағынан кіргізіп жібереміз. Ар жағынан бір тарелка бірдеңке қоямыз да, алып бері қарай келу керек. Сосын кірген кезде ортасынан болмаса үстіне басып қаламыз.
сол кезде ана бүйтіп еле бүйтіп шыққан кезде, мамасының көтеннен шыққан сияқты бүйтіп шыққан кезде ана денесі бәрі қысылып, өз проприцепция бағана қалай түсіндіріп айттым сізге? Свое я, это мое тело деген түсіндіреді, иә? Яғни мен өзім денеммен бүйтіп шықтым, менің қолым деп шықты ғой. Вот это все миға жаңа сигналдар. И каждый раз кіреді. И каждый раз өзі әшейін бос тұрған кезде қалай кіреді, и кішкене мен басын қараймын да бүйтіп, басқан кезде қалай кіреді бала. Сол кезде уже на проприцепция. Буын бұлшықеттерге жаңа нейрондар кіреді да, осы буын бұлшықеттерге үлкен сигналдар болады. Және проприцепция одан бөлек мына фитболды арқамен жатқызамыз, ішпей жатқызамыз, оңға, солға секіртеміз, отырғызамыз, секірткен кезде кішкентай бала пока отырған кезде отырғызып, мен мысалы осылай отырып, любой, даже 1 жасар баланы отырғызамыз, осылай қол аяғын ұстатқызып, секірте берсең, осының өзі уже мен екенін білдіреді. Сосын проприцепцияға ішпен жатқызып, мынау вестибуляркаға да проприцепцияға да бола береді, мына ішіне жатқызып, оңға, солға денесін қысып қалып, мына жерде мысалы өзі отырған кезде кішкентай болып қалады, бір-бірін қыса бастайды. Мына жақ пен мына жақ бос болып тұрған жоқ, мынау сияқты. Өз-өзінің алып салу, денесін өзі контроль жасай бастайды. Бұл жерде де көп жұмыс жасай беруге болады. Ішке қойып алып, ал, сал, қызылға қой, оңға қой, слониктарға қой деген сияқты ол кезде жұмыстар кетеді. Гипода да жұмыстар жасай беруге болады. Баланы нормаға келтіру керек қой. Бірақ 100% нормаға келмейді. Оның мен дәлелін айттым, даже үлкен кісілердің өзінде ондай нарушение болады деген. Бірақ енді үлкен нарушение емес, осылай аз-аздан деген сөз сияқты. Вестибуляркаға не жатады? Вестибуляркаға секіру, жүгіру, аунау, проприцепцияға содан бөлек матыға орау. Полностью матыға орап тастайында сыртынан глубокое разминание. Мысалы баланы маты төсейміз жерге, ортаға баланы салам, примерно, значит, бала жоқ. Сосын бәрін полностью ораймыз, орап келеміз да, бас шығып тұрады мына жақтан. Сосын глубокое проминание деген дене, аяқ, қолына дейін әдемілеп тұрып, ысам бүйтіп кәдімгі қысам. Қысылады кәдімгі денесін бәрін сыртынан қысқан кезде, еще мынау қысылып тұр, еще мен қысам. Глубокое проминание миға жаңа нейрондық связьдер болады. Сосын жайлап итерім. Алдағы шық деп, кішкене бүйтіп итеріп жүрем, сәл ғана итерген кезде өзі ақ шығып кетеді. Арғай тағы итеріп жүрем, өзі ақ шығады. Сөйтіп өзі айналып шығу керек бала. Вот это и проприцепция, көрдіңіздер ма? Онымен жұмыс былай көп. Интернетке кіріп, проприцептивный нарушениеге байланысты жаттығулар. Оған АФК жаттығулары және осы сенсорлық интеграция жаттығулары өте келе береді. Одан кейінгі вестибуляркаға міне домалаққа отырғызып, миының ішіндегі шындығында қазақшаларға келген кезде вестибулярка ол миын шайқау ғой. Примерно сіз баяғыда болады ғой, мынандай гитмароз тұрады да, астында домалақ шариктер тұрады, ана шайқап жүрген кезде анау күшті қар сияқты болып тұрады ғой, дәл сол сияқты. Баланы отырып алып шайқаймыз, секіртеміз, осының үстінде отырып, мынаның үстінде отырып сабақтар жасатқанымыз, мысалы, мына жерде мен отырам, мына жерде примерно осылай отырамыз да, мына жақта бала отырады. Алу, салу, әкел, қой деген сияқты осылай отырып алып, бір жағынан оңға солға качаемыз, алдыға артқа качаемыз. Еще мен көкті бер, сарыны бер деп алып, сонымен қатар басқа да жұмыстар жасай беруім мүмкін. Осының барлығы вестибулярлық жұмыстарға жатады. Одан бөлек вестибулярлық жұмысқа мысалы гамакта кіреді, вестибулярлық сабақтарға секіру, жүгіру, горкалардың бәрі. Бізде АФК залында дорожка бар, жүру дорожкасы, просто беговая дорожка бар, и батут бар. Батут ең күшті миға жаңағыдай. Ойлау керек қой, сізде вестибулярный нарушение жасаған кезде, жаңағы дедмороз сияқты бүйтіп аударған кезде жыбыр болып келеді, дәл сол сияқты миының ішінде кристалдар оятуыңыз керек кәдімгі, оята беру керек. А ол вестибулярный кристалдар тек қозғалыс кезде ғана болады. Если қозғалыс жоқ болса, ол тұра береді, тып-тыныш болып бәрі астына приселеді, а когда шайқап жібердің, анау күшті болып. Новогоднийлар болады ғой әртүрлі сондай.
түсініңіздер, иә, былайынша жалпы вестибулярдыққа мына домалақта келе береді, мынау фитболды проприцепцияға да, вестибуляркаға да, секіруге де, жатуға да осының бәріне пайдалана береміз. Одан бөлек енді ең көп келетіні мынау тактилка. Тактилкада бірінші очередь баламен біз үлкен корзинамыз бар. Осы корзинамен жұмыс жасаймыз. Яғни корзинада біз әртүрлі информация кіреді. Мысалға мен мынаумен үстімді ысқан кезде басында ысып бастамаймыз. Ешкім кіріп алып бүйтіп ыспайды. Басында просто осының мына текстурасын сенің денең білу керек дейді. Просто бүйтіп қойып бастайды. Одан кейін мынаумен қояды. Одан кейін мынаумен қояды. Одан кейін наждақпен қояды. Одан кейін әртүрлімен қояды. Сол сияқты кейін ысып бастайды. Аяқ, қол, табан. Бұда все тактильный ощущенияларды көбейту үшін, примерно осы жатқызып алып, мынаумен қаншама, просто мына доппен қаншама тек тактильный сіздерге информация кіргізуге болады. Осының бәрі жаңа нейрондарды түзе бастайды. Даже тіпті қолды мысалы салып алып, араластырса да, осының өзі сухой бассейн деп айтамыз. Осы сухой бассейнге біз сразу ойын жинап тастады. Тактильныйға одан бөлек сумен ойнау, горох, маш, гречка, бүкіл қандай да бір біздің мынада су тұрады. Сумен палчикмен домалақтарды алу бойынша кетеді. Әртүрлі группаларды қолын саласың, ішінен аласың. Дәл сол сияқты мысалы алу, салу, домалақтарды алу, ішінен әрбір қолын салған сайын әртүрлі тактильный ощущение болады. Сосын одан бөлек, мысалы қараңыз, мынаған қолын салғанда қалай ощущение болады, мынаған салғанда қандай ощущение болады. Мына бүкіл мен осыдан 20-шы жылы Турцияға барған кезде алып жинап келген ракушкаларым. Осы ракушканың қараңыздар, бұл ракушкалардың өзі үлкен, кәдімгі қаншама баланы осы терапиядан өткізді. Мынамен алу, салу, қолмен жасау, кәдімгі тыңдау, тактилка. Это все қаншама жұмыс жасады. Енді орыстарда көп кездесетін шишкамен жұмыс жасау, бізде шишкамен көп жұмыс жасалмаса да, но все равно шишканы ұстап, көріп, осыны бір шишканың өзіне кәдімгідей бір терапия сабақ жүргізуге болады. Қолмен жасау, қою, оны көрсету, оны көзбен көрсету, көру гнозисін алып келу, ішінен таңдау деген сияқты. Вот это все тактильные ощущенияларды байтады. Тактильный ощущенияны байтуымыз керек. Одан бөлек бағана мына ойыншықты мен есту арқылы көрсетіледі. Енді осы ойыншықты мен тактильный көрсетіп жатырмын. Мысалға мына текстураның астындағы дәл сондай текстура. Көруден бөлек көру гнозисі бар, есту гнозисі бар и тактильный гнозис. Мысалға біздің тактилді қалай осының мына өзі өте күшті терапияға сабақтардың түрі. Сол. Мына жақтарда есту, музыкальный инструменттер, мына жақта үстіне қоятын тек ағаш заттар, мына жерде тек 50 коробкамыздың осы түрлері, мына жерде тек жануарлар, мына жақта тек машиналар, машинаның түрі, кішкентай үлкен, әртүрлі машиналар. Сосын не машиналардың түрлері. Сосын кейде простынямен бетін жауып тастайтынымыз бала жаңа ойыншықтарды көріп, анамен ойнайын деп не должны отвлекаться. Сол үшін бетін жауып қоямыз. Бетке арналған, на самом деле, мұзға салып қойған кезде, бетке де арналға болады, мұзға салған кезде қолмен ощущение мұзға. Өзі мұзға салынған кезде мұз болып тұрады да, көпке дейін жібімейді. Соған арналған гель. Кәдімгі простой сеген тақтасының өзі көру гнозисіне және тактилкаға және мелкомоторикаға арналған жұмыстар. Мынау тактилкаға арналған жұмыстар. Мұны проприцепцияға ауыр болды ма, уже проприцепция.
жаңа мынау кішкентай құммен ойнайтын заттар. Құмдарда бізде баланы осылай отырғызып қоямыз. Баланы кішкентай кезінен бастап сабаққа отыруға дайындаймыз. Және құммен беріп, яғни 2-3 жастан басталғанынан бастап уже отырғызып, сабаққа отырғызып. Глазный контакт келеді, отырамыз кәдімгідей. Уже бала отырып үйренеді, қолын жасайды, алдына ойыншық берген кезде алу-салу жұмыстары басталады. Міндетті түрде баланы столға отырғызу. Кейбір балалар столға отыруға әлі құлқысыз, әлі дайын емес. Алайда 2 минут, 3 минут отырғызып, кейін сабаққа дайындауымыз керек біз. Одан бөлек тактильный ощущениялар, гиполардың барлығы, жаңағы мочалка, басқа тактилка, алу-салу, су, мұздай, пенка, особенно ер адамдардың қырнардың пенкалары бар ғой, соны көп пайдаланатыны ол деген салған кезде пластилин, жаңағы слайм, әртүрлі ойыншықтар, жаңағы лизундардың барлығы жаңа ощущение алып келеді. Осылардың барлығы тактильный ощущениялардың жұмыстарына сәйкес келеді. Енді осының барлығы бізде сенсорлық интеграция кабинеті. Одан бөлек бізде АФК кабинеті бар. АФК кабинетінде біздер баланың қабылдауы тек сенсорлық интеграцияға қарамаймыз, яғни АФК-да да сол сенсориканың жұмыстары жасалады. Неге жасалады? Өйткені тактильный дорожка тұр. Тактильный біздің табанымызда 70 мың нүктелер бар. Осы 70 мың нүкте әрбір носки шешіп тастап қараған кезде, мынаны басқан кезде қандай не сезем, мынаны басқан кезде не сезем, мынаны басқан кезде, балалардың аяқтары кішкентай ғой әйтеуір, әрқайсысына кәдімгідей басып кете береді. Менің аяғым ғана сыймай тұр. Мына неге шведский стенкаға мінген кезде бала уже проприцепциясын дамытады. Мына жерде тактилкасын дамытты, мына жерге проприцепция дамытты. Мынаны тарту, опять же, тарту, келу, мынау проприцепцияға жатады. Мынаны астынан өту проприцепцияға жатады, мынаны үстіне секіру, астынан өту уже вестибуляркаға жатады. Мына дорожкамен жүру проприцепция и вестибулярка и тактилка үшеуінде дамытуға болады. Көру өзісінде дамытамыз. Ең көп пайдаланатын біздің снарядтардың бірі ол батут. Батут ең күшті вестибуляркаға қажет снаряд. Одан бөлек жаңағы мына тоже балансирлар. Одан бөлек міне проприцепцияға да вестибуляркаға керек нәрсе. Өйткені бала өзінің аяғын келесін не қоям, мынаған қалай қоям, мынаған қалай мінем, көрігін өзісі дамиды. Вестибулярный аппарат дамиды, проприцепция дамиды. Я уже ары қарай план құрады. Яғни или мінем, или қайтам дейтін. Вот сол кезде адаптивный ответ беріледі. Или мінем, или түсем деген. АФК деген сондықтан, АФК-ға барсын балаларыңыз деген сондықтан. АФК деген адаптивный ответ деген аяғымды суға салып алдым. Салғаннан кейін, ойбу, үйге қайтып ауыстырам, или ладно деп жүре беремін. Вот мида выбор болады. Сол выбор, сол адаптивный ответ болады. Жүре берем десе де оныкі дұрыс. Үйге қайтам десе де оныкі дұрыс. Бірақ сол ответ адаптивный, это его решение. Баланың. Түсініңіз ба, сол ответ мына мініп атқаныңыз, или ары қарай мен, или құлаймын. Здесь его решение. Сол уже адаптивный ответке үйретеді. Топты алу-салуларды топтан артық, любой топтан артық ешқандай снаряд жоқ. Өйткені топтың түрі, размері, ауырлығы, жеңілдігі, осылардың барлығы өте күшті терапевтический жұмыстарға саналады. Міну, түсу, секіру, астынан жүру, аяқтарға қою, пландау, домалақтау, осылардың барлығы керектер. Тіпті мына ойын қолдан жасалған, үстіне қойып алып, қолмен итеріп, аяқпен итеріп, қайда бара жатқанымды көру. Доптар, мына жерде мен бол бар, мен болдыкі ауыр мысаға 2 килограмм, өзі түріне қарасаң жеп-жеңіл сияқты, ата 2 килограмм осының өзі, например, проприцепцияға өте күшті. Балаларға, тактильный ощущенияларға да проприцепцияда, мысалы, осылар қойып алып, осымен жұмыс жасатасың.
алу салу коюуда да домалакпен таспен аяқпен таспен утяжелительный жилеттерді кигіздіреміз, утяжелительный көрпелер таққызамыз, чулоктарды кигіздіреміз. Осының барлығы аяқтарына ең көп нагрузкающий тар керек болса, аяқтарына, қолдарына утяжелительный заттарды қойып, міндетті түрде осыларды пайдаланамыз. Ал енді бүгінгі сабағымыз тамам. Сіздерге көптен көп рахмет. Бүгінгі сіздерге сенсорлық интеграция сабағы бойынша сабағым аяқталды. Келесі кездескенше.